Кез келген адам алдымен өмірін өзгерту үшін өзімен танысу керек. Неліктен бұндай профессорлардың дәрістерін уағыздап жүрсіз? Сенде осы сәттен басқа өмір жоқ. Жоқ. Біздің өмірімізде басқа өмір жоқ. Күндердің күнінде бақытты боламын емес, қазір бақыттымын. Тек қана қазіргі сәтте. Өтіріктен көзіңді ашып шығуға медитация көмектеседі ме? Мына умның әбден өтірік айтатын дауысы бар. Осы екеуінің ара жігін ажырата алу керек. Жүрегіңді сезесіңді, бүкіл тәніңмен өмірден кайф аласың. Бұл дінге қарсы емес. Позволь ему управлять над твоей жизнью. Сен ешкім емессің, жай ғана адамсың. Қаншама дыбыстар, қаншама түстер, қаншама дәм, сезім, тело барлығы сезіп отыр. Сондай құдіреттен жаратыла тұра, біз адам өзімізді өте бейшара, өте әлсіз, өте сорлы сезінеміз. Оның бәрін айтып отырған біздің умымыз болып табылады. Өміріңіз өзгеру үшін, ақша келу үшін өміріңізге, проблемадан шығу үшін, жазылу үшін, сіздің күйеуіңіз сізді сүю үшін, бала сүю үшін, барлық өмір өзгеру үшін сізде возвышенное состояние табуға тура келеді. Кілт осыда. Өмірде бақыт тұнып тұр. Адамның ең үлкен өмірдегі бейшаралығы ол кеудесінің соқыр болуы. Ең үлкен бақыт өмірдегі ол тірі болғаны. Мен қазір бақыттымын. Сен қазір бақыттысың. Айтарым бар. Сәлем, эфирде айтарым бар подкасты. Сіздермен бірге мен Жанерке Сейфуллина. Құрметті көрермендер, біздің арнамызға тіркеліп алыңыздар. Бұл біздің жобамыздың дамуына, сіздер қалаған мықты тұлғалардың келуіне әсер етеді. Жалпы адамзаттың өмірінің өзгеруі ойынан басталады. Санаң өзгерсе, тағдырың өзгереді дейді. Бүгін біз қаншама қыз-келіншектің немесе адамзаттың дейікші бойындағы мәселені қозғап, оған шешім беретін қызықты тақырыпта қонағымызбен ой өрбітеміз. Ендеше бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы рухани даму менторы, психолог, экс-журналист Мақпал Қаратай ханым бізде қонақта. Мақпал ханым, қош келдіңіз. Экс-журналист деген кезде, экс деген сөз біртүрлі жүрекке кете қалады. Көргеніңізге қуаныштымыз сізді. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Бүгін бір қаншама ұйықтап жатқан жандарды, саналарды, жүректерді бір дір еткізетін сондай бір пайдалы подкаст болса екен деген ниеттемін. Ең бастысы қазір ниетті дұрыстап алайық, содан кейін ары қарай көрейік. Сосын ары қарай көре жатамыз. Барлығы еркін, шынайы. Енді бірінші кезекте мынау өте бір терең қоғамдағы болып жатқан мәселелерден бастамас бұрын халыққа өзіңізді кішігірім таныстыра кетсек, сіз енді қаншама уақыт бойы журналист болып қызмет атқарып жүрдіңіз, жүргізушілік, продюсерлікті атқардыңыз. Осы бір саладан бірден психологияға өту қаншалықты қиын болды? Не үшін өттіңіз деп сұрамаймын, себебі журналистика мен психологияға жақын, бірақ қиындығы болды ма? Неге менторлық жолды таңдадыңыз? Не үшін өтті деген сұрақты қойсаң болады, өйткені мен бұл сұраққа бірнеше мәрте жауап берген болатынмын. Жаңа сен сұхбаттың барысында айтып қалдың, барынша шынайы болайық деп, чисто ақша табу үшін өттім. Яғни сол моментте мен өзімнің жалпы ішкі кәсіпке жақын дүнием бар. Қай жерде ақша табуға болатынын түсіне аламын, и адамға бақыттай аламын. Сен жаққа барай жүрсең ақша табуға болады деп. Сол моменттерде маған журналистиканың есіктері жабық болды. Бірнеше жерге жұмыс сұрап барған кезде отказ алдым. Содан кейін ойладым, енді мен не істеймін? Қазір мен сөйлей алам, жаза алам, яғни осы бағытта қандай жұмыс атқарам деген кезде, Алла тағала өмірде ешнәрсе жайдан жай кездейсоқ болмайды ғой. Сондай кезеңдерде менің қасымда дәл осы психологияның айналасында жүрген адамдар табылды. Солардың қарап жатқан жұмыстарына, бағыттарына қарап, менің ішімде де бір сәуле оянды. Мен осы жаққа қарай өтсем, жұмыс істесем, осы бағытта өзімнің бағымды сынап көрсем, бәлкім осы бағытта мен осы қазіргі болып жатқан қиыншылығымнан шығармын деген ойлармен бастап көрдім. Ол кезеңдерде бірден маған күмп етіп жолдың бәрі ашылып, бірден мен психологияда атым шықты деп айта алмаймын. Қаншама моменттер болды, қаншама құластар болды, қаншама жаңағы дағдарыстар болды, соның бәрінен еңсеріп, соңында өзімнің жолымды таптым. И самое интересное, көп орысша қосып сөйлеймін, көрерменнен кешірім сұраймын, өйткені жаман қазақ орыс бола алмайды деп көп орысша оқығандықтан соңғы жылдары менің тіліме сондай орыс тілі қосылатын болып кеткен. Сондықтан кешірім сұраймын. Бірақ айта кетейін, соңғы жаңағы айтып отқан ойым, яғни бір ойды айтамын деп бір ойға кетіп қалдым ғой. Солай келдім,
неге психологияға. Бірінші ақша табу негізі ащы болса да шындық және де ауыр, иә. Одан неге ауыр? Неге ауыр? Нормально, ақша табуға байланысты. Яғни қарап көрдім да, осы бағытта бәлкім бағымды сынап көрермін деп осылай қарай мойын бұрдым. Және өміріңізде одан бөлек қосымша қиындықтар да болып жатты, иә? Иә, ондай қиындықтар болып жатты сол моменттерде. Жаңа айтып жатырсыз ғой, енді журналистикаға қатысты бір өзім көкейімде жүрген ұзақтан бір сұрақты қоя салайын. Журналист бола жүріп басқа бір лауазымды мамандықты алып жүру қаншалық дұрыс деп ойлайсыз? Журналист болып жүріп депутат болу, журналист болып білім басқармасында істеу деген сияқты. Мен өмірде дұрыс бұрыс деген нәрселерге сенбеймін. Адам өзінің ойымен мынау нәрсе дұрыс, мына нәрсе бұрыс деп шығарады. Көп жағдайда біздің бұрыс дегеніміз дұрыс болып шығуы мүмкін, біздің дұрыс дегеніміз наоборот керісінше болып шығуы мүмкін да. Сондықтан мен ойлаймын, адам болғаннан кейін, егер ол адамның бойында сондай қабілеттер, қасиеттер бар болатын болса, неге бағын сынап көрмеске? Менің мысалға психологияға келгенім өмірімнің үлкен бір ішкі жан дүниесінде, даже журналистикада жүрген кезде болмаған жаңа есіктерді, жаңа мүмкіндіктерді, жаңа сәттерді ашты. Осы соңғы 6-7 жылдың ішінде мен қаншама кезеңдерді еңсердім, қаншама әйелдермен жолықтым, олардың тағдырын көрдім, ол адамдардың көзінің жасын сүртем деп, өзімнің де көзімнің жасымды солармен бірге қатар сүрте жүріп, өзімнің қалай өсіп кеткенімді шынымды айтсам білмей қалдым. Сондықтан мен журналистикада жұмыс істедім, енді басқа бір бақыттан өзімді көрмеуім керек деген сөз. Ол өзіңді шектеу, өзіңді жаңағы кері тарту болып табылады деп есептеймін. Қолыңнан келсе, қолың ұшынан бас дейсіз ғой, мүмкіндіктер болып тұрса. Егер сенің қабілет қарымың болса, әрине. Болса. Журналистердің енді жегені жантақ, арқалаған алтын деп жатады ғой. Неге олай дейді десем, белгілі бір миссияны мүддейді, жаңа сол үшін ұмтылады және ешкімнің мүддесін көздемейді. Жеке адамның деген сияқты. Сіз сондай принциптермен, сондай миссиямен өмір сүрдіңіз қаншама жыл бойы. Ол сіздің сүйегіңізге сіңді деген сияқты. Сол бір миссия қалай өзгерді, Мақпал ханым, сіздің өміріңізде? Осы психологияға келгеннен кейін. Сенің айтқың келіп тұрғаны, яғни өзінің мүддесін ойламай, елдің мүддесін ойлайтын миссиямен өмір сүру ма? Иә, мысалы енді журналистер біреудің мүддесін ойламайды, бірақ халыққа берейін, пайдалы болайын деген сияқты нәрсеге ұмтылады ғой. Сіз сол принциппен жүрдіңіз ғой. Шыншыл боласың, тік боласың, бір нәрсе берейін деген сияқты. Сол бір миссия өзгерді ма сіздің бойыңызда? Мен ойлаймын, өзгерген жоқ деп. Мен әлі де шыншыл болуға, әлі де беруге, әлі де бойымдағыны сарқып құюға дайынмын. Просто менің сәл бағытым өзгерген болмаса, ал құралым өзгерген болмаса, ішкі жан дүниедегі діңгек сол қалпында қалды деп есептеймін. Жаңағы ақша табамын деген осы жердегі ниет, пайдалы болайын деген ниетке қашан ауысты? Мен айтам әрдайым, мысалға, Жанерке адамдарға үйретеді. Мысалға, қазір ақшасы жоқ адамға, өмірден баз кешіп жатқан адамға сен алдымен ниетіңді дұрыста деп үйретеді. Яғни ниетіңді елге болсын деп ойласаң, сенің өміріңе ақша келеді деп үйретеді. Мен олай үйретпеймін. Бәлкім менің айтып отқан дүнием басқаларға бір тосын болып естілуі мүмкін. Мен үйретемін. Алдымен өзіңді ойла деп. Өйткені өзін тойдыра алған, өзін белгілі бір мөлшерде толтыра алған ішкі жан дүниесін адам сыртқа бөліп бере алады. Өзіңнің ішіңде ештеңке жоқ, сенің мойныңда 1045 қарыз, сенің басыңда қаншама кредит бар, сен қалай балаларыма бүгін ас тауып берем, қалай мен балаларымды осы тығырықтан шығарам деп тұрған адамға сен бүгіннен бастап басқаларды ойла деген сөз айта алмайсың. Енді ол біреу, әрине сені басқаларды ойлау, басқалардың жағдайын алаңдау сені өсіреді. Ол анық ұғым. Бірақ сен қазір өзің батпаққа белшеңнен батып атқан кезде сен өзгелерді ойлай алмайсың. Сондықтан алдымен адам өзін толтырғаннан кейін, өзінің бір базовый потребностарын жапқаннан кейін, одан кейін адам уже ойланады. Енді мен бір ағайын туғанға көмектессем деп. Адамда сондай түсінік келеді. Сосын ол ағайын туғанына көмектесе бастайды. Бауырларына, сосын ағайын туғанына бір көмегі артылғаннан кейін, ол уже ауыл аймаққа көмектессем деген ой келеді. Солай адам өзінен бастап алғаннан кейін әрі қарай дамып, республика көлемінде, планета көлемінде адам көмектессем, берсем деген ойға келе бастайды. Сондықтан ол моменттерде мен ешкімді алдамайтын, шыншылдығым басым адамын. Ондай моменттерде маған бала шағамды асырау, олардың мұқтаждықтарын өтеу,
бірінші орынға тұрды. Сол бағытпен мен қалай өтіп, одан кейін ішкі жан дүнием соған сәйкес қалай өзгерген өзім де байқамай қалдым. Жақсы. Енді бүгінгі таңда жаңа журналистикадан психологияға өттік, рухани даму менторы деп жатырмыз, иә. Өзіңнің сол салада эксперт екеніңді дәлелдеу үшін бүгінгі таңда оқып жатқан, қай жерден оқып жатқаныңды, сертификат алып жатқанын бәрін көрсетіп отыратын заман болды. Байқасам, сіз Ошоны оқимын дедіңіз, және Джо Диспенза деген сияқты. Оны оқып жатқан басқа да қазақ блогерларын байқадым. Неліктен бұндай профессорлардың дәрістерін уағыздап жүрсіз? Ұнағандықтан, менің жан дүниеме жақын болғандықтан, айтып жатқан ойлары кәдімгідей ғылыми негізге сүйенгендіктен, жан дүниемнен сілкініс алғандықтан, кәдімгідей ішкі дүниемде отклик болғандықтан, өзімнің өміріме қолдану арқылы нәтижеге жеткендіктен, мен ондай ұстаздардың ілімін өзгелерге насихаттауға дайынмын. Өз ішіңіздегі бір трансформацияны айтып бересіз ба? Мен мынаны оқығаннан кейін мынандай нәрсе өзгерді деген сияқты. Күн сайын ғой жаным. Күн сайын менің ішкі жан дүниемде, мысалға, Джо Диспензаның арқасында, оның медитацияларын тыңдаудың барысында менің өміріме үлкен орасан зор өзгерістер енді. Мен әрбір оқырманға, әр жақта тыңдап отырған оқырманға, сіздің ішіңізде Джо Диспенза айтпақшы, умная любовь деп айтады. Яғни сіздің ішіңізде душа деп атасаңыз да болады, белгілі бір өлмейтін бойыңызда шексіздік бар. Сіздің ішіңізде. Яғни сіздің қазіргі тірі болып тұруыңызға, тіршілікте өмір сүруіңізге ықпал етіп отырған ғаламат күш бар. Сол күштің арқасында сіз кеудеңізге ауа кіріп тұр, сол күштің арқасында сіз өмір сүріп отырсыз. И әрбір адам оянғаннан кейін өзінің біз умның құрсауында өмір сүреміз, осының марионеткасы болып, өзіміздің эмоциямыздың құрсауында өмір сүреміз. Оянған адам толық өзінің есін бір сәтте ұстап тұрып, үлкен осознанностьқа келеді. Яғни кәдімгідей өзінің не сөйлеп отырғанын, не айтып отырғанын, қандай эмоцияда отырғанын толық наблюдать етіп біліп отырады оянған адам. Сол моментте біз өзіміздің ішіміздегі шексіз күшпен қосыламыз. Осы күшке қосылған кезде великий учитель, сіздің ішіңіздегі мәңгі өлмейтін ұстаз тіріледі. Сізге ішкі әлем, ішкі түйсік қалай өмір сүру керек екенін, не істеу керек екенін ішкі түйсік айта бастайды, ішкі дауыс айта бастайды. Сол Джоның арқасында мен өзімнің ішкі дауысыма, Джо Диспензаға басым дейем, Экхарт Толлеге басым дейем. Мен өзімнің ішкі әлеміммен қауышалдым. Соның арқасында менің ішімде үлкен алапат өзгерістер бола бастады. Мені осыдан 6-7 жыл бұрын білетін адамдар қазіргі мақпалмен екеуінің айырмашылығы жер мен көктей екенін білет, мені жақын танитын, менің айналамда жүрген адамдар. Сонда менің ішімдегі алапат күш көтерілді. Ең бірінші осы күштің арқасында мен өміріме қаржылай еркіндікті шақыра алдым. Мысалға медитация жасау арқылы үнемі басында мен ол күшпен через медитация кездестім. Яғни өзімнің ішкі әлеміме өтіп, осы күшпен қауышқанымды сездім. Оны энергия деп атасаңыз да болады, душа деп атасаңыз да болады. Яғни ішіңіздегі белгісіз шексіздік күшпен, тылсыммен байланысты сіз кездесе бастайсыз. Содан кейін менің өміріме қаржылай еркіндіктен бөлек, яғни түсініктер келе бастады, ұғымдар келе бастады. Мен өзімді мүлдем жақсы көрмейтінімді, мүлдем бағаламайтынымды, өзіме деген ішкі әлемімде өте көп дұрыс емес программалар бар екенін білдім. Оны Джо Диспензаның болмаса әлемдік ұстаздардың тілімен айтатын болсақ, матрица деп атайды. Яғни менің матрицам қандай екенін мен көре бастадым. Внутренний взор деп атады. Медитация кезінде сіз көзіңізді жұмып, өзіңізді бақылай бастаған кезде, сіз өзіңіздің ішкі әлеміңізде неден тұратыныңызды көресіз. Оны Россияда керемет ұстаз болған, қазір атын ұмытып қалдым. Маңызды емес. Сол ұстаздың керемет сөзі бар, яғни адам өзінің көзін жұмған кезде, өзінің ішкі әлеміне үңілген кезде, яғни өзімен шынайы бетпе-бет кездескен кезде адам өзінен жиіркену керек деген. Яғни бізге кажется, мысалға өмірімізде бір жолымыз болмаса, бізді біреу алдап кетсе, біреу бізге жамандық жасаса, біз ойлаймыз, оларды кінәлауға, біз оларға жек көруге, өмірді жек көруге бейім тұрамыз. Сен өзіңнің жаңағы внутренний взорыңды қоса отырып, ішкі әлеміңе үңілген кезде, сен өзіңнің бүкіл өміріңді, сыртқы өмірді жасап тұрған ішкі программаларың екенін ұға бастайсың, Жанерке.
яғни менің ішкі программа матрицаның неден тұратынын мен анық көре алдым. Сол моменттерде өзіммен оңаша көп қалып, көп медитация жасау барысында менің матрицам мысалға өзімді үнемі бейшара сезінетін сезімнен тұратынын байқадым. Өзгелермен көп салыстыратынымды байқадым. Сыртымда өзіңнен өзі бір әлеммен күресіп жүргенімді байқадым. Әлемде жау көп деп ойлайтынымды байқадым. Өзімді бір дәлелдегім келетінін байқадым. Ішімде қызғаныш көп екенін байқадым. Яғни сосын ішімде жанталас стресс көп екенін байқадым. Үнемі қорқып тұратынымды байқадым, болашақта бір нәрсе болып қала ма деп. Үнемі алаңдап тұратынымды байқадым. Өзіме деген құрмет пен махаббат мүлдем жоқ екенін байқадым. И менің сыртқы өмірімнің барлығы осыған сәйкес тағдырды ала берген. Мысалға менің өмірімде мені сүймейтін ер азамат кездеседі. Өйткені мен өзімді сүйе алмадым. Менің өмірімде жаңағы ақшасыздық кездеседі, өйткені мен ақшаға лайықсызбын деп ойладым. Менің өмірімде мені құрметтемейтін адамдар кездеседі, өйткені мен өзімді бағалай алмай жатырмын. Осының барлығын мен жиып қойдым да, бірінші өзімнің, егер менің тағдырымды, менің ішкі әлемім жасап отырған болса, онда мен ішкі әлеміммен жұмыс істеу керек екенін ұғындым. Сөйтіп әрбір матрицамды дұрыстау арқылы сол трансформациядан өткен кезде менің ішкі әлемімде сәл бір нәрсе өзгерсе, сыртқы әлемімде бірден ол көрініс тапты. Мысалға мен өзімді маман ретінде бағалай бастаған кезде, расымен де менің маман ретінде құрметтейтін адамдар бола бастады. Мен өзімді жақсы көре бастаған кезде, мені де жақсы көретін адамдар өмірімде көрініс тапты. Сондықтан әрбір сенің оқырмандарыңа айтқым келеді. Егер сен сыртқы өміріңді өзгерткің келсе, Жанбота, онда өзіңнің ішкі әлеміңе через медитация арқылы үңіліп, өзіңнің матрицаңды көре біл. Біз белгілі бір мөлшерде 35 жасқа келген кезде толық запрограммированный робот ретінде қалыптасамыз. 95%. Біздің мысалға басымызға келетін 60 мың ойдың барлығы дағдыға айналып кеткен ойлар. Біз кеше не ойладық, бүгін соны ойлаймыз, алдың күні не ойладық, тағы да соны ойлаймыз да, өзіміздің күнделікті қайталана беретін ойлардың ішінде біз батып жүрміз, Содан бөлек біздің ішімізде 60 түрлі эмоция бар адамда. Сол 60 түрлі эмоцияның дағдыға айналып кеткен эмоцияларын сезіне береміз. Қорқа беру, тревожиться ету, уайымдау, қайғыру, бір сөз ашуландыру. Содан бөлек біздің ішкі әлемімізде мысалға даже біздің қалай ұйықтайтынымыз, қай жақпен жататынымыз, тісімізді қалай жуатынымыз, тамақты қалай шайнайтынымыз, осының бәрінен бөлек ең қиыны біздің өмірімізде восприятие, реакция деген бар. Яғни біздің ішкі әлемімізде мына сыртқы оқиғаларға біздің ішкі реакциямыз бар. Даже соның өзі қалыптасқан. Мысалға Инстаграмда, например, маған Мақпал Қаратай сен оңбағансың деп жазуы мүмкін да, ал ол маған әсер етпеуі мүмкін. Келесі адам үшін ол бір өмірді түңілетіндей реакциясы болуы мүмкін. Сондықтан өзіңнің ішкі реакцияларыңа, неден тұратын, ішкі әлемде қандай сезімдер сенде орын табатынының барлығына қарап шығуға тура келеді. Жаңа айтып жатырсыз ғой медитация деп. Медитация бұл иллюзияны кетіре ме? Мен байқап қараймын қазіргі айналаға. Олар қалай дейді? Өзіміздің де бойымызда бар. Керемет демей ақ қояйық. Мәселен, бала тусам өзімді толыққанды тұлға ретінде сезінемін, немесе бір екінші жартымды тапсам махаббатты сезінемін, ақша тапсам бақытты боламын деген сияқты бір кейінге қалдыра беретін иллюзиялар. Немесе шындықпен өмір сүрмейді. Өсек айту ғайбат дейді да, бірақ Құдай өзі кешірсін деп бір ақтап алып иллюзиямен оны жалғастырады деген сияқты. Барлық адамдар сондай бір өтірік иллюзиямен өмір сүріп жатқан сияқты. Бірақ қоғам айтады да, мысалы лудоманиямен, наркотикпен ауырып жүрген адамдарды өзінің иллюзиясына кетіп қалған деп қоғамда қоқыс санайды ғой, бірақ шындығында өздерінің өмірінде сондай бір майда дүниелер иллюзияға алып кеткен сияқты. Тіпті сенің күйеуің немесе балаң шынымен бір психологически дұрыс емес дертті адам болуы мүмкін, бірақ оны ақтап алады деген сияқты ғой. Бұл қоғам шынымен өзінің жаратылысы біздің адамның иллюзиямен өмір сүруге бейім ба, және осы өтіріктен көзіңді ашып шығуға медитация көмектеседі ме? Оны искаженное восприятие деп атайды, яғни искаженный мозг деп атайды. Біз өмірді өзіміздің ішкі парадигма, ішкі призма, ішкі құндылықтар
қалыптасқан ішкі программалар арқылы қараймыз. Біз өмірді анық қалпында көріп отырған жоқпыз. Мысалға, біреу үшін мына өмір ғажайып мекен болып табылады. Қаншама мүмкіндіктер, ғажап өмір сүруге болады деп ол солай көреді. Келесі адам өзінің ішкі программаң қандай, сол арқылы сен өмірді көресің. Егер сенің ішкі программаң қорқыныш болатын болса, сен өмірді қорқынышты деп қарайсың. Яғни сондықтан ол искаженный программа. Сонымен қатар біз өмірде мысалға шындық жоқ та, ақиқат жоқ. Мысалға, мен мысалға бұрынғы күйеуіммен ренжісіп ажырасып кеткен адаммын да. Мен ол оқиғаға өзімнің восприятием арқылы, өзімнің бағалауым арқылы баға беремін. Ол осылай болған деп. Менің өзімнің ішкі шындығым бар. Ол оқиғаға мүлдем басқа баға береді. Оның айтуы бойынша мүлдем басқа болған. Еш нәрсені біз анық қалпында, таза қалпында көре алмаймыз. Біз өзіміздің миымыз қалай бағалайды, сол арқылы біз искажать етеміз. И оны мен өзімнің дәрістерімде факт, рассказ о факте деп үйретемін. Яғни дәйек, мынандай дәйек болды. И және біз ол дәйекке міндетті түрде өзіміздің тұжырымымызды, өзіміздің эмоциямызды, өзіміздің жаңағы қорытындыларымыз қосқан кезде шын дәйек қалмайды. Сондықтан әрбір адам өмірді солай искаженно анық қалпында көрмейді. Оны өзі Абай оянған адам. Абайдың еңбектерінде анық ақыл деген түсінік бар да. Анық ақыл ол қазіргі айтып отырған ясный ум. Яғни без искаженности, ешқандай жаңағы өтірік бағалаусыз, жаңағы сен айтқандай иллюзиясыз анық ақылға жету үшін Джо Диспензаның керемет сөзі бар. Меньше будьте собой, больше им дейді. Яғни меньше будьте собой деген сөз менің матрицамда маленькая мақпал эгода мекендейтін. Өте кішкентай. Ол өкпелегіш маленькая мақпал, ол жаңағы өмірде өзге адамдардың әрекетін өз-өзінен бағалап алады, болжап алады. Мысалға біреу амандаспаса, ол адамның көңіл күйі болмауы мүмкін, саған амандаспай өтуі мүмкін. Ал маленькая мақпал ол үздіксіз менің ішімде ол сені жақтырмай тұр, ол сені бағаламай тұр, ол сені менсінбей тұр деген ауыстарды айта бастайды. Біз ақиқатты білмейміз көп жағдайда. Ақиқатты тек сұрау арқылы, анықтау арқылы білеміз, иә. Сонда меньше собой деген сөз осы кішкентай искаженный вариантыңда емес, больше им деген сөз, яғни осознанность, чистое сознание, ешқандай бағалаусыз умды отключать етіп, просто өзіңді дыханияға қойып тастауға болады. Мысалға, қазірдің өзінде, Жанерке, сен өзіңнің внутренний взорыңмен қазір есіңді тап, міне, есіңді тап. Енді дыханияңды кеудеңе ауа кіргеніне есіңді тап деген қалай? Есің тап, есіңді біл. Ес деген сөз. Енді қазір сен өзіңнің міне есің өзіңде. Сен қазір естің арқасында отырсың. Есің жоқ болатын болса, сен қазір мына жерде отырғаныңды, осы жерде маған сұрақ қойып жатқанды білмейсің. Естің арқасында біліп отырсың. Енді чистое сознание деген сөз таза ес деген сөз. Біз осы таза еске жетуіміз керек. Дәл қазір сен өзіңнің кеудеңе ауа кіргеніне шыққанына назар аудар. Молодец, қосылып тұрсың. Болмаса өзіңнің фокусыңды, вниманиеңді алақаныңа жібер. Міне. Енді ұста есіңді. Осы алақанға кетіп тұрған вниманияны ұста, сезін. Кім сезіп тұр алақанға кетіп тұрған фокустың? Санам, сезімім. Сол сана. Сол сананың тап-таза, ешқандай бағалаусыз тұрған кезде сен қазіргі сәтте тұрасың. Рас. Қазіргі сәтте тұрасың. Ал көбіне үздіксіз менің айтып отқан дүниелерімді мен Қазақстан халқына қазақ тілінде ұғындырам деп, қазақша айтқанда ышқынып жатырмын да, түсіндіргім келіп. Көбіне біздің санамыз лайланған. Өзіміздің искаженный восприятиеміз арқылы, өзіміздің иллюзиямыз арқылы ол айтады саған, мысалға, сенің қолыңнан келмейді. Ол айтады, сенің өмірің өзгермейді. Ол айтады, сен бейшарасың. Ол айтады, ертең ақшасыз қаласың. Біз соған көбірек сенеміз да, өзіміздің ішімізде шексіздік бар екендігін, өзіміздің ішімізде ғаламат күш бар екенін, и біз барлығымыз Құдайдың бір бөлшегі екендігімізді, и осознанность екенімізді ұмытып қаламыз. Сондықтан біз ана умның ішіне кіріп кете береміз. Біз мына жақта мекендейміз. Меніңше көп адамдар өзімен, өз жанымен үндестік орната алмайды, сөйлеспейді. Өз-өзіме бетпе-бет келуге қорқатын сияқты. Оның алғашқы бастауы осы медитация деп ойлайсыз ба? Кез келген адам алдымен өмірін өзгерту үшін өзімен танысу керек. Өзінің ішкі әлемімен танысу үшін кез келген адам оңаша қалып медитацияға кіру керек.
Медитация ең қазіргі уақыттағы жалпы ол ықылым заманнан келе жатқан құралдардың бірі болып табылады. Сенің умыңды көрсететін, ішкі әлеміңде болып жатқан құбылыстарды көрсететін жалғыз құрал. Сен медитация кезінде өзіңнің шашылып қалған фокусыңды жинайсың. Мысалға, біздің фокусымыз бір жерде емес. Адамдардың фокусы, мысалға, ертеңгі болатын бір тойдың ішінде, адамдардың фокусы болашақта болады деген бір қорқыныштың ішінде, адамдардың фокусы дәл қазіргі өмірінде болып жатқан проблемасының ішінде, адамдардың фокусы кешегі болып кеткен бір қыртым әңгіменің ішінде, адамдардың фокусы бір өсектің ішінде, адамдардың фокусы Инстаграмда. Сенің фокусың деген сөз, ол сенің энергияң болып табылады. Джо Диспенза айтады, сенің фокусың қайда кетіп жатыр дейді, сенің энергияң сонда кетіп жатыр. Ал энергия кеткен жердің барлығы материализация етеді, яғни ақиқатқа айналады. Сондықтан сенің фокусың шашылып қалған, бойыңда күш жоқ. Өйткені сен болмайтын нәрселерге өзіңнің энергияңды бересің. Сен дыханияға назар аударған кезде, міне кеудеңе кірген, или жаңа мен саған үйреттім ғой, алақанға назар аударған кезде сен фокусыңды жинап жатсың. Яғни фокусыңды өзіңе қойып жатсың дейсің. Сол кезде ғана сен медитация арқылы құралмен фокусыңды өзіңе қойып үйренесің. Медитацияның әліппесі, яғни фокусты өзіңе қайтару. Сен мынаны кетпейтіндей діңгекті қойып алу керексің. Сені алып кету мүмкін емес қазіргі сәттен. Сені ой алып кете алмайды. Ой, либо эмоция сені болмайтын нәрселерге алып кете алмайды. Әдетте бізді фокусы жоқ адамды, өзінің қолында емес адамды, ойы 2 сағатқа алып кетеді. 2 сағат қорқыныш ішінде барып, насиловать етіп, шыңғыртып, өмірден баз кештіріп, қайттан алып келеді 2 сағаттан кейін. Либо 2 сағат өткен шаққа кетіп қаласың. Бұл өткен шақ жоқ, не существует, таңертеңгі уақытта жоқ. Ол барады, өткен шаққа барып, мекендеп, құрбысқа қайтып келеді. Сонда медитация сенің фокусыңды өзіңе қойып беру үшін ең алғашқы құрал осы болып табылады. Даже просто медитация, ходьба медитациясы деген бар да, Джо Диспензада. Даже жаяу жүріп келе жатқанның өзінде просто аяғыңның астына назар аудару арқылы сен жасап отырмай, сен уже медитативный состояниеге жетесің деген сөз. Медитация учит присутствовать в моменте. Яғни осы сәтте өзіңнің болуы. Сен мысалға мынаны алдың ғой, мына дәріні алдың. Біз осыны алғанға дейін, либо болмаса аузымызға суды апарғанға дейін біз ұшып кете беріп жатырмыз. Біз жерді сезбейміз. Қазіргі сәтте жоқпыз. Осыны алғанға дейін уже бізді ой алып кетті, тағы бір нәрсені ойлап тұр. Адамдардың көзі қатып қалады, ойланып, ойдың ішіне кіріп кете береді. Мен адамдардың оянбаған, уже с одним взглядом адам білемін. Мына оянбаған қазіргі маңда оның ояну болып тұрған жоқ. Оны ойлары, эмоциясы как марионетка түрмесінде отыр. Қорқытатын мынау, үркітетін мынау, өмірден баз кештіретін мынау, да? Сонда жаңағы присутствовать моменте деген сөз, сен суды алып тұрған моментіңді дышыш, сезіп тұрсың, сен дыханиеңмен тек қана осы жерде тұрсың, яғни суды алып ішкеннің, тамағыңнан қалай өткенін сезіп тұрсың, одан кейін суды қойғанын сезіп тұрсың. Сені моменттен алып кету мүмкін емес. Көп адамдар Құдайды іздейді, яғни Құдайды бәріміз сезінгіміз келеді, оның махаббатын сезінгіміз келеді. Божественная энергия, яғни ғажайып энергия тек қана қазіргі сәтте. Өмірің сенің тек қана қазіргі сәтте өтуде. Осы жерге сөзіңізді бөлсем ренжімеңіз. Бір ой айта кетейінші. Кеше ауылдан анам не жіберген ғой? Қызанақ жіберген ғой. Сонымен ініме жіберуім керек болған. Сосын жолдасым айтады, 2 аптадан кейін жібересің ғой ауылға барғаннан кейін деп. Сосын 3-ші тұрған ініміз айтады да, 2 аптадан кейін оның болатынына кім кепіл береді деп. Шынымен біз жай бір қарапайым бір мысал болуы мүмкін, бірақ біз 2 аптадан кейін жасаймыз, 1 жылдан кейін бақытты боламыз, бір ұшып жүрміз да, айналада фокус жоқ. Тіпті осы фокус жоқтың әсерінен тіпті күйеуіңмен де байланыс болмайтын сәттер болатын сияқты. Балаңмен де байланыс болмайтын сәттер болатын. Өйткені сен момент сезбейсің ғой. Қазір мен фокус жоққа кішкене қазіргі сәтке тоқтала кетемін, сөзің аузыңда. Оған дейін жаңағы медитацияны кішкене ойымды аяқтап алайын. Яғни фокусты қайтарғаннан кейін сен өзіңнің қандай өмірді қалайсың. Мысалға сен жаңағы жақсы үйде тұрғың келеді, болмаса сен қаржылай бір мүмкіндікке жеткің келеді. Соны сен квантовый поледе жасайсың. Сен оны қазір орындалғандай бүкіл жан дүниеңмен қазір келгендей сезіну керек. Тән сену керек. Тән сенген нәрсе сенің өміріңе сөзсіз келе бастайды. Яғни өзіңнің тәніңді медитация арқылы сезіндіре бастайсың, сендіре бастайсың. Енді бұл дінге қарсы емес. Медитация деген просто өзіңнің умыңды құрықтау болып табылады. Ол жерде дін туралы ешқандай әңгіме болып тұрған жоқ.
дін өз алдында, яғни Алланы тануға, Алламен байланыс жасауға алтын көпір ғой. Ал медитацияда сенің өзіңнің ішкі әлеміңе өтуге, Құдаймен қауышуға, умыңды құрықтауға, ішкі әлемін тануға бағытталған ең әлемдегі ғажайып құралдың бірі деп есептеймін. Енді практика. Иә, құрал. Енді қара, жаңа сен айтып қалдың, мысалға адамдардың фокусы жоқ деп. Біздің барлығымыз мына великий обманщик, ол Джон Кеханың сөзі. Ол бізді күндіз-түні алдайды. Соның алдауларының бірі, ол айтады, ертең бақытты боласың. Ертең сенің өміріңе қуаныш келеді. Ертең жасайсың, ертең өмір сүресің. Біз белгісіз бір сағымды күтеміз. Солай бір көпшілігі қазір ар жақта тыңдап отырған, күндердің күнде бай болам деп ойлайды. Күндердің күнде мен бақуатты болам деп ойлайды. Ал сен қазір бай боласың ба? Қазір сенің өміріңе ақша келе ма десе, ол сезімді сезіне алмайды. Ал шын мәнінде сен қазір сезінген кезде ғана ол сенің өміріңе келеді. Жалпы сезіну үшін сен медитация жасауға тиіссің. Енді фокус шашылып қалған дедік. Әр жақта жаңағы болмайтын дүниелердің төңірегінде жүр дедік. Сондықтан фокусыңды қайтару өзіңді осы сәтке қайтару болып табылады. Енді қара Жанерке, біздің өміріміз тек қана осы шақта өтеді. Оны Экхарт Толле деген әлемде гений адам бар. Гений. Сила настоящего деген кітап жазған. Мен барлық сенің оқырмандарыңа оқуға кеңес берем. Сол Толленің керемет сөзі бар. Кто мы? Кім біз? Біз тән емеспіз. Мынау тәніміз, біз адамдар өлген кезде тән қалады ғой мысалға. Біз жаңағы ақыл емеспіз. Ол әртүрлі нәрсені сөйлей береді. Яғни емеспіз. Яғни біз кімбіз деген кезде Толле ол сұраққа мы сознание, который смотрит, что происходит сейчас. Қазіргі сәтте не болып жатқанын бақылап отырған ұлы санамыз деген сөзді айтады. Сонда қара, біздің өмірімізде тек қана, мен оны өзімнің мынау великий обманщигіме 1000 рет айттым. Мен де осы сәттен тұра алмаймын. Жерді сезбей қалам, ұшып кете беретінмін. Содан кейін жерді сезу үшін, қазіргі сәттеу мекендеу үшін мен өзімнің умыма 1000 рет Мақпал, сенде осы сәттен басқа өмір жоқ. Жоқ. Біздің өмірімізде басқа өмір жоқ. Яғни өзіңіздің сағым қуып жүрген умыңызға айтыңыз. Сондықтан күндердің күнінде бақытты болам емес, қазір бақыттымын. Қазір менің өмірімде келсін. Қазір менің өмірімде қуанышқа лайықтымын деген сезімді алу керек. Міне, қазір сіз қарап отырсыз маған, сіздің алдыңызда міне ішкі сезімдеріңізбен сезініп отырсыз. Сіздің ішкі әлеміңіз бар, океан внутри, және сыртқы океан. Сіздің көз алдыңызда әртүрлі картинкалар болып жатыр. Сіздің өміріңіз тек қана осылай өтеді. Өткен шақ жоқ, өткен шақ өткен кезде де дәл осылай болған. Сіз өткен шаққа ешқашанда бара алмайсыз, және ол жақты сіз ешқашанда жөндей алмайсыз. Қанша қателессеңіз де өзіңізді кешіруіңізге тура келеді. Ал және сіздің болашағыңыз да тек қана осылай өтеді. Осылай сіз өзіңіздің болашағыңызға қараған моментте өтеді. Сондықтан Экхарт Толленің керемет сөзі бар, яғни адамдар қазіргі шақпен дос бола алмай жатыр деген. Сен қазіргі шақпен дос болған кезде, сенің бойыңа ғажайып энергия өткен кезде, әрбір табиғаттың барлығы сенің как будто мына бүкіл тәнің, мен кейде сол сезімді алған кезде айта алмаймын. Менің тәнім бәрі тесік, миллиардтаған тесіктен тұратын сияқты. Өмір сол тесіктер арқылы, менің арқылы өтіп тұрған сияқты. Сондай моменттерде мен жапырақтың сыбдырынан, табиғаттың сұлулығынан, аспаннан, өмірде тірі екендігімнен оргазмически бақыт аламын. Ешқандай ақшаға сатылмайтын бақыт. Мен просто қазіргі сәтте шайды ішкеннен бүкіл денем балбырап, настолько жаңағы божественный состояние сезінем. Сондай моменттерде мен просто баламмен сөйлесіп отқан кезде бұл моменттің де өткінші екенін жан жүрегіммен сезінем. Ертең баламның есейіп кететінін білем де. Ол моментте мен бүкіл қолқаммен, бүкіл жүрегіммен прям рахаттанып сезінем. Бүкіл вниманиемді балама бөлем. Қазір менің бүкіл вниманием тек қана сенде. Бүкіл вниманием өзім фокусымды басқарғандықтан, бүкіл вниманием тек қана жұмысымда. Барлығын тек қазіргі сәтте өмір сүрудің ғажабы. Это божественная благодать здесь и сейчас, дейді Джо Диспенза. Яғни благодать. Сенен бір ғажап энергия. Ешқандай ой жоқ басыңда. Ойлар сені алып кете алмайды. Эмоция сені алып кете алмайды. Сен өзіңнің жүрегіңде мекендейсің, жүрегіңді сезесің де бүкіл тәніңмен өмірден кайф аласың.
бүкіл тәніңмен. Жаңағы Ошоның керемет сөзі бар, қандай адам өмірді кетер кезінде жібере алады деген. Мен осы сөзді осыдан 7 жыл бұрын оқыған кезде кәдімгідей жан дүниеммен тітіркеніп оқыдым. Өйткені біздің өміріміздің барлығы әйтеуір бір нәрсені қуып келатынбызды қазір деп, мысалға мына ақшаға жетіп алайын, сосын бақытты боламын, қазір мына қаржы жауып алайын, сосын бақытты боламын деп жүрген кезде бір күні қарасаң бұл ана дүниеге кеткелі тұрсың. Ал өмірдің толық сөлін алатын адам каждый сәттің ол рахмет айтып, алғыс айтып қоштасады. Мен сондай сезіммен өмірден өткім келеді. Менің өмірдегі ең үлкен армандарымның бірі өмірді бүкіл сөлін қазіргі сәттің алып, рахаттанып қоштасқым келеді. Сондықтан сіз ойладыңыз, мысалға 5 жыл бұрын қазір осыны қаржы жауып алайын, ол өтіп кетті. Келесі қазір деп жүрген кезде қазірмен өмір өтіп жатыр. Сондықтан мен тыңдап отырған оқырман, дәл қазір дыханияңызға назар аударыңыз да, жүрегіңізге қарай өтіңіз да. Мен қазір бақыттымын. Ең үлкен тіршіліктегі бақыт, мен сізге бұл жерде ақшадан, либо болмаса материальный жағдайдан отказ беріңіз деп айтпаймын. Менің өзімде ақша жасаймын, өзімде жұмысымды жасаймын. Ең үлкен бақыт өмірдегі ол тірі болғаны. Ақшасы болса да бақытсыз адамдар бар ғой? Ақшасы болса да бақытсыз адамдар өте көп. Яғни тірі болғаның үшін сен кәдімгідей жапырақтың сыбдырынан, қуаныштан жылай алсаң, сен кемпір қосақты көріп жүрегің бұлқына алса, сен жаңбырдың астында бала кездегідей қуаныштан кеудең атқақтаса, онда сен нағыз бақытты адамсың. Өмір өзі өтпелі, барлық ауыспалы. Бүгін сенің проблемаң бар ма? Ол да шешіледі. Ешнәрсе мәңгілік тұрақтап қалмайды. Барлығы өткінші. Проблема бүгін келеді, ертең кетеді, барлығы ауысып жатыр. Тек сенің ішіңдегі осы қазіргі сәтпен өмір сүретін ішкі сезімің ғана ауыспай өмір сүру керек деп есептеймін. Біздің оқырмандарымыз түсінбей қалған шығар, мыналар қандай әңгіме айтып жатыр басқа бір деңгейде деп. Жоқ, мен қазір оқырмандар өсті деп ойлаймын. Қазіргі жалпы соңғы жылдары біз ойлаймыз өспеді деп. Мен адамдардың әңгімесінен, осознанностьті іздеуінен қарап, қазіргі оқырмандар әлдеқайда өскен. Менің айтып отырған дүниемді барлықтарыңыз түсініп отырсыздар, иә? Жазып қойыңыздар. Иә, мен негізі сізді жаңа бүйтіп қараған кезде енді кішігірім өзім бір сезімімді айтып кетейін. Бір терапияда отырған сияқты болып кетті да. Бір артық мақтау емес, жаңағы ойды басқара алсаң деп айтып жатырсыз, құрықтай алсаң, осы сәтте өмір сүрсең, жан дүниеңе үңілсең, бақытты бола аласың деген сияқты. Біреуге өте бір айтсам ба екен, айтпасам ба екен, түсінбей қалар ма екен деп ойлап жатырмын, бірақ айту керек сияқты. Негізі менің бала кезімде жаңағы авария болғандарым бар, құлаған кездерім өте көп та. Сосын мен жыл сайын алмаған емім болмайтын. Мануалистке барам, бассейн, неше түрлі. Бірақ омыртқада 4-5 жерде протрузия, грыжа бар. Көп отыра алмайсың, жүре алмайсың, қимылдай алмайсың деген сияқты. Содан соңғы 3 жылдан бері мынандай бір емін таптым. Жаңағыдай мимен емдеу. Кеше сізді түсіну үшін Джо Диспензаны бірақ еститінмін, бірақ толыққан таныс емес екенмін. Соның дәрістерін тыңдап, сіздің басқа подкасттарыңызды тыңдап отырған кезде, менің ойымша адамның жаны санасында ма деген бір тұжырымға келдім да. Әрбір адамның ішінде дәрігер отыр. Яғни Джо Диспензаның арқасы, омыртқасы 6 жерден сынған. Сол кезде оған дәрігерлер сенің омыртқаңа толық темір қадаймызда, енді сен тұра алмайсың деген. Тұрсаң да сен мүгедек болып қалып, өміріңді 20-дан асқан кезде сынған, оны жаңа велосипедпен келе жатқан кезде грузовой машина қаққан. Енді өміріңнің барлығы осының аясында өтеді деген оған дәрігерлер тұжырым шығарған. Сол кезде Джо Диспенза, менің ішімде дәрігер бар. Яғни менің ішімде гигант бар. Менің ішімде күш бар. Мен сол күшке қосылам да өзімнің арқамды жазып алам дейді. Сөйтіп ол медитация жасау арқылы 28 күннің ішінде құлан таза орнынан тұра алған. Яғни ешқандай, ол каждый раз медитация кезінде арқасының жазылып жатқанын сезінген, өзінің жаңағы закатты қарсы алып тұрғанын сезінген, соны тәніне құю арқылы, яғни орнынан құлан таза айығып тұрған. Сенің айтып тұрған дүниең осы. Сол нәрсе, иә, енді мен қазір мысалы 3 жыл болды мануалистке бармаймын. Денсаулығым жақсы, сколиозым бәрі өзімен өзі турланды деген сияқты. Сол жаңа оймен жұмыс жасау, медитация деген сияқты. Иә. Бірақ біздің ішімізде шын дауыс бар. Біздің ішімізде жаңағы мына умның әбден өтірік айтатын дауысы бар. Осы екеуінің ара жігін ажырата алу керек. Яғни интуицияның дауысы негізі көп жағдайда сезім арқылы келеді.
менің өзіме лично сезім арқылы мен сезем, одан кейін барып оны ары қарай разгадать етіп ары қарай ұға бастаймын. Ал шын мәнінде біздің басымызда сөйлеп тұратын үздіксіз дауыс ол просто умның дауысы. Сөйлеген кезде ол ойға айналады. Біз өзіміздің ойымызды четко көре бастаймыз. Мысалға мен күні бойы, бүгін кешке жақын екеуміз кездесіп отырмыз, күні бойы не ойлағанымды анық білемін. Өйткені менің наблюдателім, ішкі жан дүниемде осознанностым қосылып тұрады. Ойлар өзі қалай жылдам келеді, солай жылдам кетіп қала береді. Келді, кетті, келді, кетті. Соларды бақылаушымды қосып тұрып өзіме білем. Енді сен жаңағы Еш молись деген, люби деген кино бар ғой. Жақсы көресің ба сол фильмді? Негізі көрмегем. Бәрі айтады. Көр. Сол фильмде керемет сөзі бар. Тартпайды. Элизабет Гилберттің шығармасы бойынша жазылған фильм. Сол фильмде бір қаншама инсайт алатын сөздер бар. Мен саған бір сөзін айта кетейін. Өзіңнің ойларыңды дейді, көйлекті ашып таңдайсың ғой, сен шифонерді ашып көйлек таңдағандай таңдай біл деген сөз бар. Яғни сен өзіңнің ойларыңды, егер саған ол ойдан ешқандай пайда болмайтын болса, ол ой сені наоборот құрдымға келетін болса, ол ой сені ауыртатын болса, өзіңнің ойларыңды таңдап, яғни өзіңе қолайлы ойды басыңа салуға болады. Оны үйрену үшін тағы да медитация керек. Біздің осы жаңа медитация жасай отырып, сіздің кейстарыңыздың ішінде байып кеткен, өзінің жаңағыдай проблемасын шешкен, қарым-қатынасын дұрыстаған сияқты бір мәселелер бар ма? Немесе жетістіктер бар ма? Мысалға, адамдардың көпшілігі медитацияға баю үшін келеді. Өйткені ол жаңағы ақша табуға, өміріңді өзгертуге үлкен құралдардың бірі. Солай да насихатталып жүр себебі. Иә, солай да насихатталады. Бірақ мен ойлаймын, ең үлкен адамның өміріндегі теңдессіз байлық, ақшалай да байлықтан, болмаса басқа да байлықтан жоғары сенің өміріңде, даже сенің сүйіктіңді кездестіруден де жоғары сенің өзіңнің ішкі әлеміңде өзіңді табу, биік осознанностьқа келу, ояну деп есептеймін. Сен уже оянған кезде сен шексіздікке қосылдың. Шексіздікке қосылған кезде сен анау шектеулі 10 миллион, 100 миллион, я не знаю, қанша ақша болса да түк емес екенін ұғасың. Сен уже шексіздікпен өмір сүрген кезде оның бәрі өзіңнің миыңдағы шектеу екенін ұғасың да, сен өміріңе байлықты жылдам шақыра аласың. Оянған адам медитацияда ол өзін көріп тұр, программасын четко көріп тұр, қай жерде блок болып көріп тұр, ақшадан қорқып тұрғанын көріп тұр. Сенің ішкі әлеміңе лампочка жанды да, сен ішкі әлеміңде қоқысың бәрін көріп тұрсың. Бұған дейін сені басқарып тұрған слепая зона бейсаналы әрекеттердің барлығын көре бастайсың. Яғни сенде оны жөндеуге уже мүмкіндік туды деген сөз. Қай жерден ты барахлишь, ты четко знаешь. Енді сондықтан және енді сен өміріңе спокойно байлық шақыра аласың, қаласаң. Әрине, көп адамдар оянғаннан кейін материальный мирдан алыстап кететін де адамдар бар. Ол адамдардың өзінің таңдауы болып табылады. Екінші, енді сен өміріңе егер сүйіктіңді шақырғың келетін болса, сен өзіңнің қай тұсыңмен ер азаматты өміріңнен қашырып жатқанын, немесе қай тұсыңмен сенің өміріңде ер азамат сені алдап кете беретіндігін, неліктен сені еркек сүймей жатқан толық көресің. Неліктен сенің қай тұсыңда ішкі әлеміңде табасың. И сондықтан ол частіңнің барлығын исцелять етесің. Яғни әрбір частыңа қабылдайсың да, менің ішімде осы бар дейсің да, әрқайсына өзіңнің фокусыңды, махаббатыңды жіберу арқылы әрқайсысын жазып шығасың. Яғни осыны трансформация деп атайды. Сонымен қатар, яғни сенің өміріңе атақ керек болатын болса, онда признаюш, да, мен осы өмірде атақты болу үшін келгенмін. Барлық жаңағы өзіңнің ішіңді дұрыстағаннан кейін саған қалауыңды шақыру өте оңай әрі жылдам болып қалады. Бірақ енді менің өмірімде осыншалықты қарапайым ба құпиясы? Осыншалықты қарапайым. Бірақ осыншалықты орында оңай емес. Осыншалықты қарапайым. Менің өмірімде, мысалға, Қазақстанда ең көп нәтиже әкелетін эксперттердің бірі болып саналамын. Сабаққа келгеннен кейін қаншама адамдар, мысалға Атыраудан бір қыз келді. 8 миллион теңге табыс тауып жүрген, осы медитацияны жасаудың арқасында 4-5 айдың ішінде табысы 150 миллион теңгеге жетті да. Мысалға, өмірінде квартирасы жоқ адамдардың өмірінде 4 бөлмелі квартира сыйға берген, мемлекеттің есебіне алған, әйтеуір чудо сенің өміріңе келе бастайды. Сен өзіңнің ішкі әлеміңе қауышқан кезде. Бірақ мынау эго сені оңайлықпен жібермейді. Кейбір кезде адамдар сразу өміріне толық ұқпастан медитация жасаған кезде бұрқ етіп
өзгеріс келеді. Оны Джо Диспенза айтады, яғни сені ашарашит етіп келу керек, сені шок қылып келу керек ана өзгеріс. Пашамайт, мен өмірімде орындалды ма деп сен шок болып қалуың керек. Сондай өзгерістер келе бастайды, бірақ қайтадан сені күтіп тұрады оңтайлы сәтін. Каждый адамға айтқым келеді. Ол күтеді сені қайтадан алуға, қайтадан сенің ескі программаңды, матрицаңа сені засосать етуге. Тело үйреніп қалған. Сондықтан адамдар регулярно медитировать ету керек. Өйткені күшті өзгеріске бар қыздар бар да, мысалға етті, одан кейін қайтадан медитацияны тастап кеткен кезде қайтадан таз қалпына өтіп кеткен. Ал өмірінде тұрақты түрге айналдырған адамдардың бәрінде үздіксіз өсуде келе жатыр. Сондықтан ескі программа сені күтіп тұрады, қай кезде сені басып алсам деп. Өйткені ол сені басқарып үйренген. Менің өмірімде өте көп нәтиже. Рак ауруынан жазылған, үй алған, машина алған, күйеуімен қарым-қатынасын дұрыстаған, даже сәби сүйе алмаған кезде сәбилі болған, баласы ауырып жатқан кезде баласы, осы, например, қазіргі уақытта өте көп аутизм балалардың аналары қатысы, баласы кәдімгідей дәретке баратындай, сөйлейтіндей, күлетіндей жағдайға жеткен. Оның бәрін жасап жатқан мен емеспін. Жанерке, жаным сол. Мен ештеңке жасай алмаймын. Мен просто сенің ішіңдегі күшпен тоғыстырушы, қосушы проводник қанамын. Әр қарай сенің ішіңдегі күш қана жасайды. Бұл әлемнің өзі тұнған ғажайып. Мысалға, қараш, 18 000 ғаламды жаратқан Алла тағалада. Қараш, мысалға, жұлдыздар қандай ғажайып. Өзен, көл, теңіз, мұхит, бүкіл даже любой тіршілік атаулыға сен сағаттап қарауға, құмырсқаның өзін тамашалауға, құстардың қанша түрі бар, жануарлардың қанша түрі бар. Сол сияқты ең үлкен осы жердегі ғажайып ол адам болып табылады. Яғни біздің даже бір клеткамыздың өзін жарата алмаймыз біз. Қаншама клетка секундында өледі, қаншама клетка жаңаруда, біздің көзіміз көруде, ішкі организмді кәдімгідей система, ғалымдар оны қаншама ғасырлар бойы зерттеп келе жатыр. Біз қазір сөйлеп тұрмыз, звук құлаққа барды, оны ми обрабатывать етті да, оның қандай ақпарат екенін айтып жатыр. Біз әсер ете алмайтын нәрселер болып жатыр, тамақ қорытылып жатыр. Тамақ қорытылып жатыр, жүрек соғып тұр. Хотя осы қазірдің өзінде өте көп ақпарат миға барады, бірақ ол ми ол ақпараттың бәрін қажетсізін алып тастап, қажеттісін ғана бізге жеткізіп отыр. Қаншама дыбыстар, қаншама түстер, қаншама дәм, сезім, тело барлығы сезіп отыр. Сондай құдіреттен жаратыла тұра, біз адам өзімізді өте бейшара, өте әлсіз, өте сорлы сезінеміз. Оның бәрін айтып отырған біздің умымыз болып табылады. Сондықтан мен просто адамдарды ішіндегі шексіздікке қосушы проводник қанамын. Әр қарай сенің өміріңе өзгеріс алып келетін бір Алланың құдіреті, яғни шексіздік алып келеді. Ал мен сенің өміріңе бүйтіп тосын сыйды алып келе алмаймын. Сондықтан осы дүниені жасаған кезде адамдардың өмірінде тосын сыйдың көкесі болады. Просто мен саған айтайын, ерінбей, Жанерке, мен саған бір сыйға берейінші, өзімнің бір медитациямды. Бір апта экспериментируй. Ештеңкен кетпейді. Бір апта экспериментируй, и кәдімгідей сенің состояниең, ішкі состояние. Адамдардың қазір көңіл күйі былай ғой. Біресе хорошо, ертең плохо, аргын жатып қалады, оны аргын қорқыныш басып алады. Сенің состояниең возвышенный состояниеге жету керек. Әрбір адам магнит. Біз өзіміз тартылыс күшіне иеміз. Біз не сезінеміз, сол жағдайды өмірімізге үздіксіз тартып келеміз, үздіксіз. Сен таңертең ұйқыдан тұрған кезде тісіңді жуған сияқты, шомылған сияқты жамбота, өзіңнің көңіл күйіңді де тексеру керексің. Яғни сенің күйің ешқандай сыртқы оқиғаға байланбауға жету, ол великая свобода. Яғни сен біреу жаман сөз айтса, сенің көңіл күйің оның қолында болмау керек. Сразу анау жаман сөз айтты ғой. Или болмаса сыртқы бір оқиға болып жатса, сенің күйің оған байланбау керек. Сенің көңіл күйің тек қана өзіңнің қолыңда, өзіңнің ырқыңда, мен айқайлап түсіндіргім келеді, болу керек та, өйткені адамдардың күйі өзінің қолында емес, сыртқы ситуацияларға. Қазір қарыз болып кетті ма, бітті, оның күйінен айырылып қалды. Біреу бір жаман сөз айтты ма, күйінен айырылып қалды. Осы состояниеге, возвышенностьқа жеткізесің ғой. И мен саған айтайын, просто бір апта істеші, одан кейін чуданың көкесі басталады. Яғни сенің өміріңде қалаған нәрсеңді өзің бір Алтынсариннің сөзі бар ғой, іздегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Сұрағаның алдыңнан іздемей-ақ табылар. Сол сияқты сенің миыңа келетін четкий жаңағы қалауларың, өзі мүмкіндіктердің саған есігі ашыла бастайды. Сен мысалға бір проект жасаған кезде, саған үздіксіз адам іздеп келе бастайды. Мен мысалға 2023 жылы ешқашан болмаған ақшамды таптым да. Сонда 22 жыл мен ондай ақшаны өмірімде көрген жоқпын.
яғни медитация сені белгісіздікке алып келеді. Бұрын болмаған ақша, бұрын болмаған өмір, бұрын болмаған кезеңдерге алып келу үшін сен белгісіздікке өзіңді беру керексің. Чистое сознаниеға айналу керексің. Мысалға сенің мозгың сөйлеп жатыр үздіксіз, сезімдерің сөйлеп жатыр, сенің ішіңде программаңда тұрсың, и оның ортасында Алла тағала кіретін мекен жоқ, мүмкіндік жоқ, барлығы автоматизированный, былай сіресіп тұр. Ал медитация кезінде сен чистое сознаниеға айналған кезде сен ортасына орын ашып бердің Алланың кіруіне, яғни божественный разумның кіруіне саңлау қалдырдың медитация кезінде. Сол кезде позволь ему управлять над твоей жизнью. Сен ешкім емессің, жай ғана адамсың. Яғни белгісіздікке, күшке, вселенныйға, Алла тағалаға өзіңді бересің. Чистыйға айналған кезде ол кіреді сен арқылы. Яғни сенің өміріңе ол кіреді да өзгерістерді жасай бастайды. Құдайдың құзырында жүрген сияқты соған сезіммен жүре бересіз ғой, иә. Барлығын. Сол кезде қызық айтайын саған қазір мен от алып алып. Енді сол кезеңдерде қызық болды да. Яғни сен өзің ештеңені іздемейсің деген нәрсені түсіндіргім келіп тұр. Бір күні мені жаңағы медитация жасадым, жүрмін. Бір күні маған бір Назым Әли деген қыз бар. Сол эксперт, Мақпал апай бір шай ішсек сізді Сандық деген ресторанға шақырсам келесіз ба деді. Жарайды деп келдім ресторанға. Барлық нәрсе өмірдегі бір ғажайып та. Любой кездейсоқ емес. Бүгінгі біздің кездесуіміздің өзі кездейсоқ емес. Сол жерде отырдым, әңгіме айтып отырдық, содан маған айтады, мен сізге бір жігітті ұсынсам. Сол жігіт продюсер, сонымен жұмыс істеп көрсеңіз бола ма деп Мұқит деген жігітті айтты. Сол жігітпен продюсермен жұмыс істеп көрсеңіз. Хотя мен оның алдында 1045 продюсермен жұмыс істеп жүрген, қаншама өзімнің де бойымда іскерлік, продюсерлік қабілетім бар адаммын. Яғни менің медитацияма сәйкес менің өміріме уже адам келе жатыр. Яғни менің жаңа жобаларға, жаңа мүмкіндіктерге алып келетін. Көп ұзамай мен Мұқитпен жұмыс істедім да. Ешқашанда ойламаған ақша менің өміріме бұрқ етіп, ешқандай қиындықсыз, жанталассыз, зорғусыз, стрессіз, кәдімгідей полеге өзі ақ лап етіп кірді. И қайдан кіріп жатқанын білмедім. Сонда настолько мен изобильное полені потокты бұзып жүрген соншалықты мен неге қолым тиеді, ақшаға айнала бастады. Инстаграмда 1045 адам реклама аламыз, анау ақшасын төлейміз, мына жақтан, курстан, бүкіл жерім ақшаға айнала бастады. Сондықтан бұл нағыз адамның дұрыс өмір сүруі тиіс состояниесі осы да. Әрине өмір болғаннан кейін сіз шығып қалуыңыз мүмкін. Өзіңіз есіңізге түсіріңізші, өміріңізде қатты потокта болған, қатты бұрқ еткен, бір сырдың суы сирағыңыздан келмей, бір өмірдің құлағын ұстап тұрғандай бір ерекше возвышенный состояние жүрдіңіз ғой. Сол кезде сізге есіктер өзі ашыла бастады ғой, мүмкіндіктер өзі ашыла бастады. Ренжіп жүрген адамдарда әйтеуір ренжімей кетеді, барлығы бола бастайды. Сол состояниені қайтадан шақыру үшін медитация жасаңыздар. Енді мен мына жерде бір өтінішім бар, Мақпал ханым, тек маған ғана емес, осы жерде бізді көріп отырған көрермендерге де берсеңіз деп, жаңағыдай мүмкіндік бола ма медитациялық сабағыңызды? Мен сенің оқырмандарыңа арнайы алып келген сыйлығым бар. Яғни менімен отырып кәдімгідей состояниесін өзгертетін медитацияны тегін сыйға бермекшімін. Ол үшін менің Мақпал Қаратай деген инстаграм парақшама жазылып, сол жерге дайректке медитация деген сөзді жаза кетсе болды. Сол жерде мен өзім видео жіберемін. Сізге жаңа медитация деген сөзді жазғаннан кейін сізге дайректке видео келеді. Сол видеоны басасыз да қарайтын боласыз. Сол жерде мен сіздің состояниеңізді өзгертетін медитацияны жасаймын. Құдай үшін өтініш. Медитацияға дейінгі өзіңіздің состояниеңізді тексеріп алыңыз. Қаншалықты сіздің телаңызда тревожность отыр, қаншалықты сіздің ішкі жан дүниеңізбен байланыста отырған жоқсыз, қаншалықты сіз қазіргі сәт сезбей отырсыз, осыны бақылаңыз. Сосын медитацияны жасап болғаннан кейінгі состояниеңізді тексеріңіз. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей болады. Өміріңіз өзгеру үшін, ақша келу үшін өміріңізге, проблемадан шығу үшін, жазылу үшін, сіздің күйеуіңіз сізді сүю үшін, бала сүю үшін, барлық өмір өзгеру үшін сізде возвышенный состояние табуға тура келеді. Кілт осы да. Яғни сіздің ішіңізде атқақтаған себепсіз қуанышты табуға тура келеді. Себепсіз. Мынау болған үшін емес, просто так қуаныш сезімін. Сол состояниені тапқаннан кейін сіздердің өмірлеріңізге күтпеген жерден тосын сый келе бастайды. Оны Джо Диспенза өзінің еңбектерінде крошки деп атайды. Яғни сенің өміріңе мысалға
машинаңды қояйын десең парковкада орын бола кетті. Сен бір адамды кездестіргің келсе, ол алдыңнан кездесе кетті. Сенің анализ тапсырсаң, нәтижелерің өте жақсы шығып кетті деген сияқты күтпеген кішкентай дүниелер бола бастайды. Осы дүниелерді ұлғайту үшін жандарым сол сіздерге тағы бір өтініш. Жүрегіңізді әрдайым шүкіршілікке толтырыңыз. Кәдімгідей заставляйте себя делать. Күн сайын айналаңыздағы жаңағы жақсылықты көре біліңіз. Біз өзіміздің өміріміздегі жаман нәрселерге зацикленеміз. Өзімізге осы үшін мен бақытсызбын дегенді үнемі растап отырамыз. Мен қазір ақшам жоқ, сол үшін бақытсызбын. Мен қазір қарызбын, сол үшін бақытсызбын. Мені қазір күйеуім сүймейді, сол үшін бақытсызбын. Мен қазір ауырып жатырмын, сол үшін бақытсызбын деген кезде сіз айналаңыздағы ұсақ түйек бақыттардың бағасын білмейсіз. Өмірде бақыт тұнып тұр. Адамның ең үлкен өмірдегі бейшаралығы ол кеудесінің соқыр болуы, көкірек көзінің жабық болуы, яғни айналасында тұнып тұрған. Бүгін балаң кішкентай, жамбота, искедің ба, одан асқан бақыт жоқ. Бүгін әке шешең бар ма, олар да өмірден өтеді. Менің қазір биыл анам өтті. Қазір оны бір құшақтап сүю үшін мен бүкіл әлемді беруге дайынмын да. Сондықтан анаң бар ма, құшақта жаным сол. Дәл қазір денің сау ма, құшақта. Дәл қазір сенің осы қай жастасың, ол жаста да кетеді. Мен қазір 45-темін, келесі жыл 46. 45 жасыңды да сезін. Дәл қазір айналаңда тамағыңнан ас өтіп тұрма, соған да шүкір. Когда сенің жүрегің осы шүкіршілік сезіне шүпілдеп толған кезде, сен өміріңнің бүкіл ұсақ түйегінің бағасын білген кезде саған басқа есіктер жылдам ашыла бастайды. Сондықтан мен өміріме осы орындалған кезде ғана бақытты боламын деген умның великий обманнан арыл. Сен қазір бақыттысың. Тірісің ба? Болды. Одан асқан бақыт жоқ. Өмірде өткінші, бұл өмірді ешкім мәңгі жасамайды. Миллиондаған ғұмыр сүрмейсіз. Сондықтан қазіргі өміріңіздің бағасын, парқын біліңіз да, өзіңіздің фокусыңызды босқа, боққа, итке, шошқаға, болмаса болмайтын бір өкпе ренішке шашпай, фокусыңызды өзіңізге қайтарыңыз. Рас, негізі мен де бүйтіп қазір ойлап жатырмын да, трансформацияға түсіп кетіп жатырмын сізбенше. Ішіңе қарай өтіп кетіп жатырсың. Ішіме қарай кіріп, сосын өзіме айтамын, подкаст болып жатыр ғой, жинал. Сұрақ қоюдың да қажеті жоқ, жаңағы потокпен кетіп жатыр ғой, өзіме эмпаттығым бар ше, соны қас қарап отырмын. Бәрі тез күшті болып жатқан сәт, ол өзіңе рұқсат беруде да, ми. Я ақша көп сияқты әрдайым ше, ақша үзілмейді деген сияқты ғой. Өзіңнің бір миссияда жұмыс істейтін жақсы адамдарды жинау жұмысқа, сондай адамдар кездесе салады, өзі тауып алды деген сияқты. Және қазір байқаймын, өзімде бір қиын сәт болғанда ғана жасайды екенмін да медитацияны ше. Алдында ғана жаңағыдай қыркүйек айында қатты ауырып қалдым, құлағым қақсап 10 күн кетпеді, дәрігерге бардық барлығын. Сосын жолдасым маған айтпай Балиға билет алып қойыпты. Енді анаған шығу керек қой. Шығу үшін жазылу керек. Содан тығырыққа тірелгеннен кейін медитация есіме түседі ғой. Соңында 10-шы күні. Содан 3 рет жасадым, бірден басылды. Соң ойлай, бұл не деген сиқыр? Бұл қалай ол деп ше? Түсініксіз да, оқырмандарым да таңғалып жатыр да сол кезде. Шынымен барлығы біздің мәселеміздің бәрі миымызда сияқты да. Әркімнің дәл қазіргі кедейшілігі де, дәл қазіргі қарызы да, дәл қазіргі өміріндегі қиналысы да, ауырып жатқаны да, барлығы 6 секундта егер адам өзінің ішкі әлеміне үңіліп, сол программасын көре алып, яғни в чем моя выгода, неліктен мен бұл жағдайды шақырып отырмын деген. Мен білесіз бе не үшін шақырыппын? Өйткені 80-дегі қайыненем айтыпты маған, құтырып қыдыра бермеңдер, енді қыдырсаңдар ұрсам деген ғой. А бұл қалай болып кетті? Есіме түсті, билет алып қойған, барамыз дейді, барамыз деген екен ауырып бастаймын ғой мен. Керісінше, біз Америкадан келдік, сосын 3 аптадан кейін жолдасым билет алып қойдық, Балиға кетеміз дегенде мен ауырып бастаймын. Сол кезде 10-шы күн кетіп баратады, мен уже шығуым керек ертесіне, енді түсіндім. Сол кезде мен өзіме сұрақ қоямын, сол медитацияда сондай сөз бар, не үшін ауырып жатсың деген кезде, маған айтады да, қайыненеңнен ұрыс естімеу үшін. Енеңнен ұрыс естімеу үшін. Выгода бар екен да, сол үшін екен да. Сосын барып, жоқ, мен ішіме өзіме лайықтымын деген сияқты бір белгілі бір программаларды орнатқаннан кейін қоя бастады.
біз үнемі айналадағы адамдардың өмір сүру дағдысына икемдеп өзімізді соған қарай қинай береміз да. Өйткені мысалға сенің ол апаңа, қайынапаңа, қайненеңе ол кісіге солай өмір сүру икемді шығар, бірақ ол сенің қалауың ба? Сен жассың, әлемді көргің келеді, өскің келеді, сондықтан өзіңнің не қалайтыныңды четко біліп, өзіңнің қалауың бойынша жүрген кезде сенің бүкіл өмірдің есіктері ашыла бастайды. Бұл эгоизмға алып келмей ма? Қалай бір тонкий грайнды ұстаймыз біз? Здравый эгоизм деген түсінікке мен қатты қосылам. Біз бәрібір полностью өзіміздің эгомыздан арыламаймыз. Қазір көптеген отшельник или болмаса отлетевший адамдар сенің полностью эгоңды жаңағы жоққа жіберіп, эгосыз өмір сүресің, тек қана душамен өмір сүресің деген сондай бір ақылға сыйымсыз ұғымды насихаттап, адамдарды солай адастыру үстінде. Личность, яғни эго бізде басымызда мекендейді. Яғни эго деген сөз біздің өзіміз жайлы, өмір жайлы, біздің пікірлеріміз, әртүрлі программаларымыз. Бірақ сіз өзіңіздің эгоңызды, мысалға менің эгом қандай болды? Менің эгом өте ранимый болды. Яғни любой адамның сөзін өзіне қарсы көріп тұрады. Біреу адамның сөздерін көңіліне ала береді, өкпелей береді, ренжи береді, сосын жаңағы жабылып қалады эгом. Яғни оны здравостьқа әкеліп, здравый эгомен өмір сүруімізге тура келеді. Мы не можем эгосыз өмір сүруге. Яғни адамдардың мысалға біреу саған алдаса, или болмаса біреу саған жамандық істесе, болмаса біреу сенің көңіліңді қалдырса, әрдайым жаңағы ранимый эго, со мной что-то не так, менің бір жерім дұрыс емес, яғни мен бір жерім дұрыстауым керек деп ойлайды. Ал шын мәнінде ол адамның жаңағы ұрысқақ адамның табиғаты ұрысқақ. Оның саған қатысы жоқ. Алдайтын адамның табиғаты алдаушы. Оның саған қатысы жоқ. Просто сен ойлан, не үшін мен ол адамды өміріме шақырып алдым? Вот со мной что-то не так емес. Сені зеркалетіп тұр емес. Со мной все в порядке, мен нормальным, бірақ мен өміріме не үшін ұрысқақты, не үшін мені алдайтынды шақырып алдым деген сұрақты қойсаң, сен өзіңнің четко ответіңді таба бастайсың. Ал енді сен эгосыз өмір сүре алмайсың. Бізге кішкентай кезімізден барлығымызға сен өзіңді ойлауға болмайды деген дүниені бізге қатты насихаттаған. Адамдардың көпшілігі өзін жақсы көруге, өзін ойлауға қорқады, бірақ бәрібір жүрегінің түбінде әр адам өзін ойлайды. Это нормально, әр адам өзінің жағдайы болғанын. Қылмыс сияқты қазір насихаттап тастаған сияқты. Өзін жаңағы қорқады. Сондықтан сен өзің толмаған, өзіне өзі махаббат бере алмаған адам өзгелерге бере алмайды. Әйелдердің де, аналардың да өмірін құртатын өзгелер үшін құрбандыққа шалу. Мен мысалға алғашқы отбасымда бірінші тұрмысқа шыққан кезде өзімді ұмытып кеттім. Барынша өзімді құрбандыққа шалып, отбасыма болсын, оларға күшті болсын дедім де, соңында не істедім? Ренжіп қалдым. Яғни мен күткен жауап болмаған кезде мен өкпелеп қалдым. Одан кейін ажырасқаннан кейін мен уже енді балаларым үшін құрбандыққа шала бастадым. Яғни бүкіл өмірімді тек сол балаларым оқысын, солар жаңағы Америкадан білім алсын, солар жаңағы адам болсын дедім де, өзімді ұмыта берген кезде ақырында ауырып қалдым. Содан кейін түсіндім, что мен бірінші очередь өзімді ойлап, өзімнің жағдайымды жасап, өзіме махаббат беріп, өзіме не комфортно сол нәрсені өмірді жасаған кезімде ғана, менің жеке шекарамды қайта қарап шыққан кезде ғана мен толысып, айналама махаббат бөле бастадым. Бірақ осы жерде көптеген адам өзін ойлаған кезде өзгенің де өзін ойлауға рұқсат беру керек. Сен өзіңе шекара қойған кезде, мысалға, менің мынандай шекарам деген кезде, сен өзгенің де шекарасын бұзбау керек. Осы нәрсені ұмытып кетеді, өзіне шекара қояды. Менің өміріме ондай сөзді айтпа, менің без рұқсатсыз кірме дейді, ал өзгенің өміріне таптап кіруі мүмкін да. Сондықтан сен өзіңді және өзгені де ойлап тұруға тиіссің. Бұл здравый эгоизм болып табылады. Мысалға, мен өзімнің комфортымды, өзімнің өмірімді четко ойлайтын адаммын, және өзгелерге де комфорттарын бұзбауға, өзгелерге де рұқсатсыз жаңағы өміріне кірмеуге, даже ақыл бір нәрсе айтатын болсам, рұқсат сұрап, мүмкіндік болса
айтайын деген рұқсатпен ғана айтуға тырысамын. Ошо деп жатырмыз ғой, ол кісі айтады иә, адамның ойының еркіндігі сырттағы ойлардан тәуелсіз болу деп. Бірақ біздің қоғамда жұрт не дейді, ел не дейді, ұят болады, баламнан ұят болады, енемнен ұят болады деген нәрсе көп. Ол біздің қанымызға сіңіп кеткен нәрсе сияқты, атадан атаға, балаға жалғасып келе жатқан нәрсе сияқты да, қаласаң да қаламасаң да. Осы біздің қоғамның ой еркіндігіне жеткізу үшін не өзгеру керек деп ойлайсыз? Мен ұят деген ұғымды толық алып тастауға қарсымын. Өйткені әр нәрсенің, адамдардың көпшілігі қазір ұят қажет емес дейді да. Жалпы рухани діни кітаптарда ұят Құдай көрініс табатын сәт дейді. Яғни сол жерде ұят бар жерде Құдай көрініс табады деген ұғыммен толық келсем. Мен полностью ұяттан отказ беру сен өміріңді бір жаңағы напролом жүруге, төске шабуға, көзің жұмылып қалуға алып келеді. Барлық нәрсенің өзінің берері бар да. Мысалға кеше мен «Игра престолов» деген фильмді көріп отырсам, там бір сөз айтып қалады: қорқасың, значит ақылдысың деген. Яғни бұл сөздің де, қорқыныштың да берері бар да бізге. Өйткені кей жерлерде сенің аяғыңнан жаңағы ұстауға, мынаны тексеріп ал деуге, мына жерде, өйткені сен қорқыныш жоқ болатын болсаң, по головам кетіп қаласың. Сол сияқты өзің ұяттың да адамды бір тежейтін, ненің ұят екенін білетін түсініктердің аясында бар. Бірақ сен ұят деген ұғым біреудің басында, мысалға, мүлдем басқа ұғым, біреудің басында мүлдем басқа ұғым. Мысалға, махаббат деген ұғым мен үшін мүлдем басқа болуы мүмкін, сен үшін мүлдем басқа ұғым болуы мүмкін. Өйткені сөздердің тура сол қалпында біз басымызда оның ар жағындағы, сөздің ар жағындағы астары, түсінігі әркімде әртүрлі. Мысалға, менің ұғымдағы ұят пен келесі адамның ұғымдағы ұят сәйкес келмеуі мүмкін. Мысалға, маған ашық-шашық киіну ұят емес, мүлдем ұят емес. Маған жаңағы ойымды ашық түрде айту ұят емес. Маған ақша табу ұят емес. Маған жаңағы балаларыммен еркін сөйлесу ұят емес. Яғни көп нәрселер маған ұят емес болып саналады. Мен үшін не ұят деген нәрселерді менде қалады. Мысалға, маған кісіні алдау ұят болып табылады. Ол менің қанымда сіңген дүние. Мен одан арылғым келмейді. Маған жаңағы бір затты ұрлап алу ұят болып табылады. Өйткені мен ол нәрселерді бұзғым келмейді. Яғни сондықтан белгілі бір мөлшерде арың мен ұятыңды қалдыру керек. Бірақ ол нәрсені надо пересмотреть. Яғни қай нәрселер ұят деген. Маған мысалға Инстаграмда менің мысалға ашық-шашық киінгенім, ол просто менің талғамым, өзіме ұнайтын нәрсені, оның адам баласына зияны жоқ. Егер менің ісім адам баласына зияны тиетін болса, егер қандай да бір, ол маған бәлкім ұят шығар. Оны да қарап шығу керек. Сондықтан ұят пен ұяттың айналасында қарау керек деп ойлаймын. Түсіндіре алдым ба? Иә, толық түсінікті. Жаңағы Джо Диспенза, Ошо деп жатырмыз ғой. Әрқайсысы әртүрлі бағыт. Біреу ойдың қуаты деп жатады, ойдың еркіндігі деп жатады. Бұл екеуін маған 45 жаста ғашық болу ұят емес. Маған, кстати, ары қарай ашылып кетеді дейді. Маған өмірімде жаңағы мысалға заңды некеде тұрмасам да ер азаматпен кездесу ұят емес. Сол сияқты маған мысалға вино ішу ұят емес. Яғни менің өмірімде олар ұят емес, и нормально өзім қабылдайтын, и өзгелерден де оны көрген кезде мен ұят деп шошымаймын. Шектеу жоқ дейсіз ғой, иә? Ол жағынан шектеу. Бірақ және өзіңдің құндылықтарын білесің. Мынау дұрыс емес деген сияқты. Бәрі айналып келген кезде өзіңнің қайттан ішкі күйіңмен тілдесу, иә? Жаңағы айтып отқан Ошо мен Джо Диспензаның ойлары бірін-біріне қарсы келмей ма сіз үшін? Әлде біріктіреді ме? Ой еркіндік, ой күш деген сияқты. Иә, екеуінің ойлары үндес, айтып отырған дүниелері бір болып табылады. Бірақ сен кез келген ұстаздың алдына барған кезде, сенің осознанысың жоғары болған кезде, сенде фильтр тұрады. Яғни айтылып жатқан сөздің барлығы биік ұстаздар, Джо сияқты, Ошо сияқты, белгілі бір Толле сияқты шыңға жеткен адамдардың сөздерінен ешқандай изян көрмейсің. Яғни олардың айтып отқанына мен мүлтіксіз откілік алам. Но кейбір кезде, мысалы, СНГ-ның төңірегінде мен әртүрлі ұстаздардың алдында дәріс аламын ғой. Мысалға, мен коммуникация, сөйлесу жөнінде тіпті оқыған адаммын, қалай дұрыс сөйлесу. Яғни қаншама білімімді жетілдіру барысында менің оған фильтрациям бар.
яғни ол адамның қажеттісін өзіме сіңіріп алам, қажет жоқ дүниесін просто тастап кетемін сол жерге. Сондықтан әрбір адамда биік осознанность болған кезде ұстаздың айтқанының барлығына құлдық ұрмайды, оның ішкі жан дүниесі ненің қайда бақыттап отырғанын толық түсініп отырады деп есептеймін. Айтып жатқан ақпараттарыңыз, үйретіп жатқан дүниелеріңізбен өзіңіз сыналмайсыз ба? Қалай? Сыналмайсыз ба өзіңіз? Айтып жатқан ақпараттарыңызбен, бөлісіп жатқан білімдеріңізбен, ақылдарыңызды айтқан кезде өзіңіз сол айтқан нәрсемен сыналмайсыз ба өмірде? Жоқ, мен айтылып жатқан ақпараттарды айтқан Мәселе, кезде біреу қарым-қатынасты үйретеді, бірақ күйеуімен проблема болып жатады деген сияқты ғой, парадокс. Ондай нәрсе сізде болмайды ма? Өте жақсы нәрсе айтып жатсыз. Тыныштықты айтасыз, бірақ тыныштықты айтамын, ішіңізде алай-дүлей деген сияқты. Күшті нәрсені айтып отырсың. Қазір мен әрдайым айтам, ұстазды таңдаған кезде қаншалықты ол адам өзінің өміріне енгізе алды, сол нәрсеге қарау керек. Қаншалықты ол өмірде тыныштыққа кіре алды, қаншалықты және мен адамға ақыл айтқан кезде мен негізі общий тыныштықты, здесь и сейчас өмір сүруді, медитацияны, адамның жаңағы жүрегін тыңдауынды, сонымен қатар сексуальный энергиямен қауышуды, женственный табиғатыңды қабылдауды үйреткенмен адамға былай тікелей отырып общий бүкіл әйелдер ажыраспаңдар деп айта алмаймын. Өйткені әрбір адамның өміріндегі жағдай индивидуальный екендігін айтамын. Яғни, мысалға, бүкіл әйелдер осылай істеңдер деп мен ешқашанда айтқан емеспін. Мен общий, фундаментальный базаны үйретемін әрбір адамға. Ал менің өзімнің өмірімде сыналған моментім бұрын болды. Мен мысалға, бұл өмір ғой, бұл путь, Жанерке жаным, бастапқыда сен өмізіңді іздейсің. Алғаш мен осы инстаграмға шығып бастаған кезімде барынша біз идеальный көрсеткіміз келеді. Сондай моменттерде мен қатты бір күшті үлгілі отбасыны көрсеткім келді ел жұртқа. И сен өзіңнен бір мінсіздік іздеудің ең үлкен ақмақтық болып табылады, өйткені сен тұнып тұрған мінің көп. Сондай моменттерде мен өзімнен қатты мінсіздік іздедім. Сондай моменттерде күйеуіммен қарым-қатынасымды бұрынғы барынша инстаграмда идеально көрсете бастадым. Яғни екеуміз күштіміз, міне біз ужинға бардық, и балаларымды да идеально көрсете бастадым. Сол кезеңдерде бір күні өзімді бір қарызы жоқ, проблемасы болмайтындай, ол енді өзі алғашқы путьта болатын құбылыс, сен одан өткеннен кейін түсінесің. Осыдан 5-6 жыл бұрын солай көрсете бастадым, 5-6-7 жыл бұрын. Содан бір күні мен түсіндім, оңаша қалған кезімде, что өзімді белгілі бір образдың рамкасына салып қойғанымды. И сол рамкаға сәйкес болам деп әрі қарай тыраштанып, қазақша айтқанда өмірімнің барлығы сол рамканы дәлелдеумен өту керек екенін түсіндім. Яғни мен енді сол кезде көшеде жүрген кезде қорқып жүрмін. Балаларым айқайлап жатқан біреу көріп қоятын сияқты. И сол кезде мен Ділдәға, қызыма, мен уже бай екенімді айтып қойдым ғой елдерге. Мен баймын, мен күштімін деп айтып қойдым ғой. Сол кезде Ділдәға, қызыма, бір күні кредитке iPhone алуға бардық та. И қорқып тұрмын, Ана iPhone-ды кредитке алып тұрғанымды елдер біліп қояма деп, мені танып қояма деп жүрегім зуылдап ұшып бара жатыр. Сондықтан сол кезеңдерде мен түсіндім, что мен осы образды не хочу. Мен ақылды да емеспін, ақымақ та емеспін. Я білмеймін қандай моментте қандай болатыным. Мен ақ жүрек те емеспін, жаңағы қатыгез де емеспін. Мен жаңағы веселый да емеспін, хмурый да емеспін. Мен қайсы екенін білмейсің. Когда сен жаңағы здесь и сейчас өмір сүрген кезде, ты спонтанность. Сен моментінде не келеді, сен соған дайынсың, соны осознанно шығара аласың сыртқа, ешқандай без упреков. Кейде мен мысалға айқайлап кетуім мүмкін, кейде мен өте сабырлы болуым мүмкін, но оның астында фундаментально сенде өзіңді қабылдау тыныштық тұрады. Фундаментально сенде тыныштық тұрады. Сондықтан мен өзімнің образымнан бір күн алдым да, пашамать дедім да, жаңағы инстаграмға былай шықтым да, айттым. Менің өмірімде, кстати, как раз сол кезде менің бір мені қарсыластарымның бірі инстаграмға Мақпал Қаратайдың қарызы бар деп жазып жатыр да. Қорқып жүрмін, ана елдер менің қарызымды біліп қойып, маған сен сабақ өткізіп жатсың, өзіңнің қарызың бар ма деп айтады ма деп қорқып жүрмін да. И сондай моменттерде бір күні менде ана инстатерапия дегенге өзімді қай жерден қорқып тұрмын, сол жерге қарай алып барам да. Қорқып тұрсам да
шықтым да Инстаграмға. Мен қарызым көп дедім, мен қазір қарызым көп дедім да, содан қаншама 7-8 жыл бұрын. Деп жеңілдеген шығарсыз. Содан рахат болып қалдым. Одан кейін мен айтады, Мақпал Қаратай жаңағы осындай. И мен өзім мойындау маған әлдеқайда жеңіл да. Сондықтан мен адамдарға ішкі состояниеде гигантты табуға бағыттайтын, адамдарға өзі болуға рұқсат ететін, ешқандай образдың аясында өмір сүрмей, просто моментте сен қандайсың, сондай болуға рұқсат беретін, адамды өзін толық қабылдауға, сүюге көмектесетін маманмын деп ойлаймын. Өздігіңді қашан жоғалтасың? Өздігіңді қашан жоғалтасың? Біріншіден, өздігіңді жоғалтуға бірнеше факторлар бар да, сен өзіңді. Біріншіден, сен айналаңда өте көп шум болған кезде. Яғни сенің айналаңда өте көп адам болған кезде, сен өзіңмен контактты жоғалтып аласың. Өйткені сенің ведомая болатын болсаң, мен өте ведомый адам болдым. Яғни өзіңнің пікірің толық қалыптаспаған болса, сенің любой адамның пікірі алып кете береді. Мысалға, сондай моменттерде маған біреу қазір ананы істейік десе, соған кетіп қаламын. Біреу мынаны десе, деп соған кетіп қаламын да, өзімнің не жасағым келетінін, қалай өмір сүргім келетінін даже естімей қалдым. Бір моменттерде менің айналамда өте көп адамдар қаптап кетті да. И ол адамдардың көпшілігі менің қарамағымда жұмыс істегендіктен, және ол адамдарға бәлкім мен бір үлкенірек, ірірек көрінгендіктен мен мақтай бердім. И сондай моменттерде сол мақтаулардан өзімнің көзім жұмылып қалып, өзімнің әлсіз тұстарымды көре алмай қалған моменттер болды. Қай жерімде әлсіз тұсым бар, мен тек қана мақтауға масаттана бердім, семіре бердім, масаттана бердім. Сондай моменттерде өзімді көп жоғалттым. И адам жаңағы өзін әртүрлі состояниеде жоғалтады. Қазір мысалға мен қаншама адамдармен күнде жұмыс істеймін, кездескен кезде көпшілігінің өзін жоғалтып алғанын байқаймын да. Мысалға қазір Инстаграмда адамдарды үйретіп жатыр да. Мысалға думай о себе, жаңағы мен айтып тұрған сөз ғой. Думай о себе, өзіңді ойла деп. И адамдар Инстаграмды көп тыңдағаннан, әлеуметтік желіні көп әртүрлі ақпараттарды естігеннен өзінің табиғатының аясынан алыстап кетеді. Ол табиғатынан ақкөңіл адам, бірақ ойлайды, бүгіннен бастап мен жоқ деген жауапты айтушы қатыгез адамға айналамын дейді. Хотя өзінің табиғаты елдің бәріне көмектескіш ақкөңіл адам. Сол сияқты әртүрлі жоғалтуға бірнеше фактор әсер етеді. Болмаса сенің өміріңдегі бір соққы болуы мүмкін, бір проблема келді, соған сәйкес сен өзіңді проблемадан жоғалтып алдың, истинный өзіңді. Әркім гүл, раушан гүл, мен неге кактус емеспін дейді. Кактус неге раушан емеспін деп айтпайды. Әркім өзінің табиғаты бар. Табиғатына сәйкес әлемге қош иісін жару керек. И әркімнің табиғаты негізі шын мәнінде махаббаттан құралады. Сондықтан өздеріңіздің табиғаттарыңызбен бірге болыңыздар деп айтқым келеді. Көп қазақ қыздарының бойында, менде де бар ол, хорошая девочка болу, адам көңіліне қарау, елпектеу деген сияқты нәрсе. Бұның түбірі неден? Біздің өзімізге деген махаббаттың жетіспеушілігінен. Біз өзімізді толық қабылдай алмаған кезде бізге өзгелердің біз жайлы пікірі бізге анағұрлым маңызды. Өйткені біздің ішімізде апан тұр. Яғни өзімізді жақсы көре алмай жатырық. Сол үшін біз подтверждениені өзгенің аузынан алғымыз келеді. Мысалға, сен қазір маған Мақпал ханым, сіз қандай күштісіз деп айтқан кезде, мен соған масаттанып қаламын да, и ол үлкен тәуелділікке алып келеді. Өйткені сен өзгелердің пікіріне тәуелді болып жүресің. Біреу мақтаса, біреу мені жақсы көрсе, біреу мені жаңағы, и сол үшін өзіңе көп сатқындық жасайсың. Мысалға, өзіңді естімей қаласың. Сен біреу мақтаса екен деп көңіліне қарап, өзіңе ұнамайтын жерге барасың. Сен мақтаса екен деп көңіліне қарап, ұнамайтын жұмысты істейсің. Сен мақтаса екен деп көңіліңе қарап, өзіңнің жаңағы естімегендіктен, өзіңмен контакт болмағандықтан ұнамайтын бір істермен адасып кете бересің. Когда сен өзіңмен четкий контакт болған кезде, сен өзіңді таңдауды үйренген кезде, өзіңді сондай моменттерде саған өзің жайлы пікірің болады. Адамдардың пікірі ауыспалы, Жанерке. Мен оны осы жылдардың ішінде ғұмырымда қаншама мәрте көріп келатырмын. Бүгін сені жақсы көреді, ертең жек көруі мүмкін. Ешкімнің махаббатына сен кепілдік бере алмайсың. Даже балаңның махаббаты ауыспалы. Балаң сенің бүгін қасыңда кішкентай бөпе, өскеннен кейін оның да өз өмірі болады. Оның да өмірінде өзінің сүйіктісі болады, алыстайды сенен, өзі өмірдің мұхитына қарай кетеді. Сондықтан ешкімнің махаббатына тәуелді болмай, когда сен өзіңе, мен сені сүйемін, мен бармын сенің қасыңда, мен табыламын деген кезде, сен ана апанды өзіңнің шексіз өзіңе деген құрметіңмен толтырасың. Сол кезде саған ешкімнің қолдауы қажет емес. Мен өте қоңыл тақсыл адам болдым, қоңыл тақсыл
көңіл тақсыған, яғни әрдайым бір әрекет жасаймын да елдерге жаутаңдап олардан подтверждение күтемін. Мысалға қазір интервью бердім ба, қалай беріп тұрмын, премьерға шықтым ба, қалай шығып тұрмын, мен осы частімді көріп, яғни әлсіз тұсымды көріп, соны мен исцелять етіп жұмыс істеуіме тура келді. Яғни өзімнің табиғатымды толық қабылдаған кездерде, ішкі жан дүниеме қараған кезде өзіме көп ұрсатымды байқадым, өзіме үнемі көңілім толмайтынын байқадым, өзіме үнемі салыстыратынымды байқадым елдермен, сен андай күшті болмай атсың деп. Соның бәрін доғарған кезде менің ішіме кәдімгідей толыққанды исцеление, спокойствие келді. Негізі бұндай нәрсені де Құдай әдейі беретін сияқты, дұрыс қолдана алсаң жетістікке жетесің деп. Бір кино көрдім да, сол жерде ұмытып қалдым, жаза кетем экранның бетіне. Жаңағы жігіт өмір бақи Американың президенті болғысы келеді да, соны аңсайды. Және ода күшті получается етеді, кәдімгі халықты үйіріп алады, бір сөзбен ақ түсіндіріп жібереді, бүкіл халық оған дауыс бергісі келеді. Сөйтіп келе жатқан кезде бір күні бір қызға ғашық болып қалады. Көреді, бірден ғашық болады. Бірақ жаңағы жігіттің періштесі жаңағы жігітті ол қызға кезіктірмеу керек еді. Періште ұйықтап кетеді. Кішігірім мызғып кеткен кезде ол үстіне кофе төгіп алу керек еді ғой періштенің қағуымен. Сосын автобусқа отырмау керек еді. Бірақ ол автобусқа отырады. Періштесі ұйықтап кеткен екен. Жаңа балерина қызды көреді да ғашық болады да. Бүкіл жан дүниесіндегі апаны ананың махаббатымен толығады. Президенттіктен бас тартады ғой. Сонда ар жақтағы енді жоғарғы нәрсе дейді, періштелер деп түсіндім мен. Болмайды дейді, мына екеуін қалай да болсын айыруымыз керек, бұл президент болу керек. Өйткені оның ішіндегі апан халықтың махаббатымен толу керек дейді. Жаңағыдай, я, сен күштісің, сен мықтысың деген нәрсе. Кейде ойлаймын да, мүмкін айтады ғой, қазақта баланы өзін тусаң да мінезін тумайды деп. Кейбір біздің ішіміздегі бір травмалар жүре келе емес, тумысымыздан бар сияқты ма, ес білгелі. Мүмкін Құдай сол үшін жоқ, біздің кешірім өтінемін сөзімді бөлгеніме Жанерке, біздің ішіміздегі кармамен келетін душаның травмалары бар да, душаның белгілі бір предназначениемен, программамен келеді да біздің. Одан кейін біздің әке шешемізден алатын травмаларымыз бар. Мен өзімнің өмірімде бүкіл травмаларым өзіме қызмет еткенді. Қайтамын, мысалға өмірімнің бір кезеңде, мысалға мен қатты кішкентай кезімде әкемнің тәрбиесін көрген жоқпын. Одан кейін мен әкеме дәлелдегім келді. Менің адам болғанымды. Одан кейін мен тастап кеткен күйеуіме дәлелдегім келді адам болғанымды. Яғни мен бүкіл травмаларды өзімнің өміріме дұрыс пайдаландым да. Содан кейін, яғни өзімнің өмірімде бір духовный іздеп, өзіме қарай бастаған моменттерде мен ойладым, менің ішімде жаңағы дәлелдеу деген дүние бар екен. Менің ішімде жаңағы салыстыратын дүние, конкуренция деген дүние бар екен. Менің ішімде қызғаныш бар екен. Яғни өзімнің ішімдегі теневая сторонамды көре бастадым. Сол моменттерде мен олардан арылуым керек деп ойладым. Яғни бұлардың бәрі дұрыс емес, мен рухани жолмен жүріп, мынау оңбаған адамның ішінде болатын нелер, бұлардың бәрінен сондай моменттерде мен қатты ауырып құладым. Яғни сондай моменттерде өте қатты депрессиядан өттім. И даже помню сол күнді, қай күні, ол менің бір туған күндерімнің бірінде болған, сондықтан датасы есімде қалған. Сол күні мен жалғыз өзім набережкада келе жатқан кезде мен кәдімгідей жолдың бойында қатты осознание аламын. Осознание алғаным соншалық тоқтап, мастан жылап, жаңа темірді былай ұстап жылап қаламын ше, өйткені олардың барлығы менің частарым екенін, солардың барлығы мені қайта осы күнге алып келгенін, и оларды исцелять ету үшін мен оларды принимать етуім керек екен. Әрбір частым, жаным менің доказательством, я тебя люблю, жаным менің қызғанышым, сен көмектестің маған, жаным менің салыстыруым, сен көмектестің деп, әрбір өзім қабылдамай қашып жүрген теневая сторонаммен это я екенін, и өзімді сол сәтте жақсы көруім керек екен. Олардың бәрі менің жауларым емес, керісінше шамасы келгенше көмектескен тұстарым екен. Ұққан кезде мен кәдімгідей великий осознание алып, теңселіп, құлағы қырап барып, темірді ұстап, аңырап жыладым. Кәдімгідей тоқтамастан кешірім сұрадым өзімнен өзге адам іздегенім үшін. Өзімді үнемі ұрса бергенім үшін, сен недостаточно жақсы адам болмай атсың деп, өз-өзіме бір өте көп кінә артқаным үшін. И мен осы қалпымда бұл өмірімнің өткен шағым екен, ішкі әлемде бар құбылыстар екен
түсінген кезде менің ішіме тыныштық келді. Сондықтан әр адам бұрыстай интервьюді қарап отырған әр адам өзінен өзге адамды іздейді да. Бір қазір мен күшті, достаточно хороший адам болып алайын, сол кезде мені Алла тағала жолымды ашады. Мен күшті бір идеальный адам болып алайын, сол кезде менің жаңағы ақшам көбейіп кетеді, сол кезде мені жігітім сүйеді, сол кезде мені. Ондай емес закон, ондай емес. Сіз өзіңізді осы мінсіз қалпыңызда жаңағы осы қалпыңызда мінсіз деп ойлаңыз. Сіз өзіңізді бүкіл изяныңызбен, бүкіл табиғатыңызбен толыққанды қабылдаған кезде ғана сіздің ішіңізге тыныштық келеді. Ол үшін де медитация керек. Ол үшін де медитация керек. Сондықтан әрбір адам өзін толық сүю керек та, бүкіл өзіңнен өзге адамды іздемеу. Барлық адамдарда мынандай да, мен қазір күшті жақсы адам болсам, Құдай мені жақсы көреді дейді да. Ал сен өзіңді жек көру арқылы Құдай жаратқан өзің, сен Құдайдың бөлшегі сенсің ғой, жаратылысқа күмән келтіріп жатсың. Құдай жаратқан жаратылысты жақсы көре алмай жатсың. Сондықтан сен Құдайды жақсы көру үшін алдымен өзіңді жақсы көруді үйрену керексің. Өйткені Құдайдың бөлшегі сенсің. Сен өзін жақсы көре алмайтын, өзгені жақсы көре алмайтын адам Құдайды жақсы көремін дегенге мен ешқашан да сенбеймін. Өйткені ол өзіне деген махаббат жетіспеген адам. Сен Құдайдың бөлшегі. Содан кейін бар ары қарай сен Құдайға деген шексіз махаббатың ашылады деп ойлаймын. Сол үшін жаңағы өзіңнен бір идеальность іздеме. Мен өмірімнің бір кезеңдерінде қатты осы тармаққа түсіп кеттім. бір миллиард табуым керек деген. Бір играға кірдім. Одан кейін жаңағы мен азаннан кешке шейін жаңағы йогаға барсам, күшті йогамен айналысып кетуім керек. Ағылшын тілін оқимын аптасына 3 рет. Неге мен күшті ағылшын сөйлемей жатырмын? Яғни неге мен фитнесте күшті занимация етпей жатырмын? Бүкіл әйелдерден идеальность 90-60-90 болып тұру керек. Баласы жолы таптаза тұру керек, ақшасын тауып ату керек, ол бәріне үлгеріп ату керек, ол бәр жағынан идеальный болу мүмкін емес, жанботалар. Осыны түсінген кезде менің де ішімде өте көп нелер бар. Мысалға мен өте көп адамдармен араласпайтын адаммын. Достарым аз десе де болады. Ол это часть меня. Уақытымды өзіме жұмсаған жақсы көремін. Сондықтан бір күні мен өзіме айтқан болатын, Мақпал, енді сенен ешқандай идеальность іздемеймін. Просто жасашы. Яғни осы жерге жеткен кезде ағылшынша күшті сөйлеген кезде жақсы көремін. Күшті ақша тапқан кезде жақсы көремін. Либо фитнеспен күшті айналысқан кезде жақсы көреміз. Мен сені қазір жақсы көремін. И просто қазір мен ешқандай идеальность іздемей, жай ғана аптасына 3 рет ағылшын тіліне барған кезде, оказывается, мен күшті сөйлеп кеттім. И мен ешқандай идеальность іздемей, аптасына 3 рет просто фитнеске барған кезде, мен неге күшті айналыспай жатырмын? Неге мен жаңағы нелерді көтере алмай жатырмын? Неге деген кезде өзім көріп отқандай болып тұрмын ше. Просто мен жақсы спортпен айналыса бастадым. Яғни любой нәрсе. Мен қазір неге күшті интервьюді бермей жатырмын? Неге мен медитацияны бәрін алып тастадым? Неге деген сұрақты алып тастадым. Ты қалай жасасаң да, мен үшін ең күшті сен жасағаның, Мақпал. Қалай жасасаң да, мен үшін сенің дәл қазіргі деңгейіңді сен осылай жасау керек болып тұрсың. Дәл қазіргі. Осыны күшті екен, сосын келесі деңгейде өзі адам өседі бәрібір. Хочешь, не хочешь. Бірақ қалай жасасаң да, сен бұдан артық жасай алмайсың қазір. Сенің бар деңгейің осы болып тұр. Мен сен осы деңгейіңде обожаю деген түсінікке келдім. Осы ішкі энергия, руханият, жұмыс деп жатырмыз ғой. Осылар әлеуметтік тренд бе екен, әлде шынымен қажеттілік бе екен деген ойда жүрген болатынмын да. Мен өзіме де қараймын, айналама деген сияқты. Кеше ғана сіз 720-800-ге жуық адамды жинап жатырсыз мастер-классқа. Шын жүректен құттықтаймын. Бұл өте үлкен масштабты талап ететін дүние, қаншама потенциал деген сияқты. Қандай мәселелер тығылып жатыр? Қандай мәселелер сыртқа шығып жатыр адамдар? Нені көріп жатырсыз? Жанерке, ол адамзаттың таңдауы емес. Бұл тренд те емес, адамзаттың таңдауы да емес. Бүкіл әлем оянуда. Бүкіл әлем оянуда. Оған қазір планеталар, астрологиямен, болмаса басқа да ілімдермен қарасаң, бүкіл әлемде біздің көзіміз көрмейтін, біз естімейтін, біздің санамыз жетпейтін тылсым бар. Тылсым энергиялар бар. Ол адамзатты оятуда. Осы оянудың алдында адамның жалпы ояна бастаған кезде адамның жаңа скрытая зонасындағы, Садгуру айтпақшы, кармасы
неше түрлі қалқып беттің бетіне шығуы, шығу, оны игере алмай адамдар қуып кетуде. Өйткені оған уақыт керек. Адамның өзі қашқан дүниесінің бәрі қорқыныш. Мысалға ковидтан кейін қалай шығып кетті? Адамдар дәл қазіргідей қорқып ғұмыр кешкен жоқ. Қазір любой адамға жақындасаң денесінде тревожность, кәдімгідей паническая атака. Мысалға әлемде қазір депрессияның, антидепрессанттардың ішу 20-30 есеге көбейіп кеткен. Яғни бүкіл әлемде біз қаласақ та, қаламасақ та біз осы ойындамыз. Бүкіл әлемде адамзаттың ояну процесі болып жатыр. И осындай ғажап кезеңде өмір сүргеніме шын бақыттымын. Осыншама ақпараттың мол кезеңде бұған дейін адамдар оянғысы келген саналар болған, бірақ оларға ақпараттың бәрі жасырын болды. Қазір ақпарат легімен ақтарылып келуде. Сенің оянса, қаласаң да, қаламасаң да. Қазір мынау ірің ақты. Ол ірің бәрібір жазылады, одан кейін қарақ отырланады, одан кейін жара болады, одан кейін адамзаттың жүрегі махаббатқа толады. Осы кезеңде махаббат вибрациясында өзіне деген, әлемге деген, өмірге деген махаббат вибрациясын жылдам тапқан адамдар ғана осы кезеңдерді, алмағайып кезеңдерді спокойно өткізе алады. Олар осознанностьпен өткізе алады. Ал яғни сыртқы болып жатқан құбылыстарға ішкі реакциясын ұстай алады. Олар спокойно тұра алады. Даже мысалға ол адамдарды бір күн больға алып кетсе де, они могут осознанно проживать. Яғни сен сезінбеген больдар көтерілуде, бұрын болмаған адамдар, бұрын болмаған өлімнен қорқыныш көтерілуде, адамдар бұрын болмаған уайым көтерілуде. Хотя адамзаттың жағдайы материальный, бұрынғы ғасырларға қарағанда кереметтен кереметі. Бірақ адамзат осының ортасындамыз. И осы кезде әрбір адам өзіне көмектесу керек. Әрбір адам ішіндегі келісімге келіп келгесің, значит, сен душаң оянам деген келісімге келіп келген. Сен бұл өмір мәңгілік емес. Бұл өмір сенің ақша қуып, лимасы атақ қуып, соңына шейін жетпейсің. Бірақ оны отказываться ет деген дүние емес. Бірақ өмірдегі ең бірінші орынға қоятын миссия ояну, өзіңді табу. Сондықтан адамдар толық қанды медитациясын жасап, өзіне ішкі жан дүниесіне үңіліп, ішіндегі умная любовь, Джо Диспенза айтпақшы, божественный разум, Джозеф Мёрфи айтпақшы, Экхарт Толле айтпақшы, тишина, Будда айтпақшы, пустота, яғни ішіндегі сол шексіздікпен қауышу керек. Сонда ғана адамдар сыртқы дауылдарға спокойно тұра алады. Яғни боль көтерілді ма, научились проживать. Ал бізде сәл боль, бүкіл адамдарға міне боль деген нені жіберді планетаға. Боль деген волнаны жіберді. И адамдар содан құлақ қалып жатыр да, орнынан тұра алмай сұлап қалып жатыр. Анау оянған адам, да, келді боль, 1-2 сағаттың ішінде проживать етіп тастайды да, дальше кетеді. Сондықтан жаппай оянудың соңы неге апаруы мүмкін? Махаббатпен өмір сүруге. Махаббатпен, енді бұл біраз жылдарға ұласады, 1 ғасырдан астам уақыт алады деп ойлаймын. И адамдардың бәрібір біраз адам уже оянып қойды, адамдардың толыққанды махаббатпен өмір сүруіне алып келеді. Біз настолько адамдар ашкөздік оянып кеткені соншалық, біз өзіміздің планетамызды да қорлап біттік. Біз даже экологияны қорлап біттік. Біз уже айналамыздағы адамдардың барлығын жек көріп, олардың бәрін жаңағы эгомызбен жаншып біттік. Яғни тек қана оянудың соңы жүректе махаббатпен өмір сүру, Құдаймен өмір сүру. Ондай моментте адамдар бүкіл әлемді жақсы көре бастайды. Адамдардың жүрегіне планетаға деген жанашырлық, сострадание келеді. Адамдар өзгелердің программасын көріп тұрады. Третий глаз ашылады. Яғни ол адамның программасының аясынан осындай әрекеттерге барып жатқанын, өзінің жаңағы ойының, қорқынышының түрмесінде отырған толық көреді да, адамзат махаббатпен ғұмыр кешу керек. Әр сәтті жақсы көріп, әр сәттің бағасын біліп, адамзатқа деген шексіз құрметпен сол өмірге келе жатырмыз деп ойлаймын. Рахмет сізге, Мақпал ханым. Бүгінгі негізі бір подкастымыз. Адамдар 3-ке бөлінеді ғой. Білмеген білмейтіндер, білмейтінін білетіндер, білетінін білетіндер деп. Білмейтінін білетіндерді, білмейтінін білетінге жаңағыдай бір ортада есік болатын подкаст болды деп ойлаймын.
өзімде біраз травмаларым ашылып кетті ойланып отырып деген сияқты абдырап. Қазір есіме түсіп жатырмын ғой, сізді 2020-да ма 21-де ма Турцияға көшіп кеткен кезіңізде мен курсыңызды оқыған екенмін ше, женский энергия деген сияқты. Менде де ішімде бір еркек шоралау, бүкіл нәрсені өзіме алып кететін, күйеуімді энергиямен жаншып тастайтын нәрсе болды да, содан ойлап жатырмын ғой, осы кісіден оқыған екенмін ғой, нәтиже болған екен ғой деп. Ал бүгінгі енді беріп жатқан ақпаратыңыз ол жылдармен салыстырғанда мүлдем басқа деңгей. Шынымен әрбір басын тауға да ұрып, тасқа да ұрып, қайдан бастасам екен, неден ұстасам екен деп, қалай өзгерсем екен деген жанға бір жарық сәуле сияқты болып көрінді. Сондықтан сізге көп рахмет, алғыс білдірем, уақытыңызды бөліп. Енді бәрін айту мүмкін емес, және де айтылғанша айтылды деп ойлаймын. Маңызды ақпараттар. Есту керек ақпараттар, иә. Негізі біраз сұрақтарда дайындалып келгем, бірақ айтылу керек нәрсе айтылды деп өзімді жазғырмай, жаңа өзіңіз айтпақшы. Ешқандай ұрыспаймыз өзіміз. Ұрыспай, бір жақсы осылай болу керек. Иә, солай болу керек деп өзімді жаңағыдай тыныш. Идеальный, андай ғой біз, идеальный, күшті сөйлейтін, күшті сұрақ қоятын. Иә, бүгін бір абдырап кеттім да, сұрағымда басы жоқ, аяғы жоқ. Бір нәрсе болып кетті, бірақ бір-бірімізді түсіндік деп ойлаймын, және ең басты пользасы болды. Иә, көрермендер де түсініп жатыр деп ойлаймын. Бізде енді әрбір келетін қонаққа соңында қойылатын дәстүрлі сұрақ айдары бар. Сізді біліміңізді біліп жатырмыз, тұлға ретінде азаматтық позицияңызды білу мақсатында бәріне қоямыз, бірақ әртүрлі жауап аламыз. Бір сөйлеммен жауап бер деп аталады. Қазір мен оның алдында бір ауыз айта кетейін, Жанерке. Осы подкаст егер сіздің көңіліңізден шықса, егер мен айтып отқан дүниелер сізге отклик берсе, онда менің Мақпал Қаратай деген парақшама өтіп, жазылып, дайректке медитация деген сөзді жаза кетіңіздер. Өйткені мен жаңа ойлана келе өзіңе деген махаббат тақырыбында медитация жасағым келеді. Өйткені осы жетіспейді бәрімізге. Иә, мен өзімді қателессем де жақсы көремін. Мен өзімді жылағанда да жақсы көремін. Мен өзімді құлағанда да жақсы көремін. Мен өзімді адасқанда да жақсы көремін деген түсінік, өзіңді жақсы көру сенің ішкі әлеміңмен тез байланысуға алып келеді. Сондай бір состояниені өзгертетін. Сосын менің бір даусымда жалпы күш бар. Алла тағала күшті менің даусыма салып берген. Иә, байқадым, иә. Медитацияның барлығын мен өз даусыммен болғанда жазбаймын, алдын ала потокқа кіремін, жаңағы полностью денемді босатуым керек. Сол кезде каналдан маған сөздер келіп ағылады. Мен просто сол сөздерді от души айтып шығамын. Сондықтан менің авторлық медитацияларымды барлық адамдар қатысушы сіздің даусыңыздан кейін сразу состояниемізді өзгерттік, сразу ауысты деп айтады. Жаңа ғана сен айтып қалдың. Иә, мен подкастқа дейін айттым ғой, түсірілімге дейін. Маған сіздің даусыңыз ұнайды деп. Жоқ, сенің бір таныстарың ұйықтайтын кезде ұйықтай алмай жатса мен даусымды естиді екен деп. Иә. Сол құдіретті менің даусыма салып бергеніне Аллаға шүкір. Сондықтан сол медитацияны алыңыздар деп айтқым келеді. Ол үшін дайректке медитация деген сөзді жазып жіберсеңіздер болды. Сізге видео сразу сол сәтте келеді. Ұзақ болмайды. Сіздің 15-20 минут уақытыңызды ғана алады. Өзіңізге сол уақытты қиып, міндетті түрде тыңдаңыздар. Міндетті түрде сіздің өміріңізде нәтиже болады. Енді сұрақтарға. Шынымен де негізі неге сізге осы подкастты көруіңіз де жайдан жай емес деп ойлаймын, иә. Кездейсоқ емес, менің өзімде кездесуімнің өзі кездейсоқ емес. Деп ойланып отырған, жұмыс жасау керек екен ғой, әлі мынандай нәрсе бар екен ғой, мынандай қуыс бар екен ғой деп өзімді қарап көріп отырдым. Бәлкім сізде де сондай сезім бар шығар. Егер ол сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, шынымен де мен де Мақпал Қаратай ханымның парақшасын ұсынамын. Мына камераға жаза кетеміз. Подписка жасаңыздар, өзі айтып кеткендей медитация сөзін жазыңыздар, және ертең, кейін емес, өзгергіңіз келе ма, қазір бастаңыз дегім келеді. Қазір таңдау бар. Сейчас. Иә. Дәл қазір. Ендеше кеттік. Сіз үшін арманыңызға жеткізген 5 қадам қандай? Өз өміріңізде. Медитация. Бірінші қадам. Екінші қадам дисциплина. Мен бәрібір өте жоғарғы тәртіп бар адаммын. Үшінші қадам жауапкершілік. Жауапкершіліксіз адам ешқашанда өсе алмайды. Төртінші қадам өзіме деген махаббат. Өзімді құрметтемейінше мен өзгелердің бағаламайтынын түсіндім. Бесінші қадам білім.
бөлісу деп айтқым келіп тұрған еді. Иә. Мінез құлық өзгереді деп ойлайсыз ба? Өзгереді деп ойлаймын. Осы жерде бір нәрсені айтқым келіп тұр. Кеше ғана Баян Мақсатқызы сұхбат берген екен. Тыңдадым. Байқаған шығарсыз, сол курсты алып, ол адам өзінің өмірін өзгертіп жүру мүмкін емес деп. Осы пікірге сіздің пікіріңіз қандай? Мен ойлаймын, жалпы қаншама мысалға әлемде адамдар өздерінің өмірлерін осы білімдерінің арқасында үйретіп жатыр да. Мысалға қараңыз, например, жай ғана, мен даже осы осознанность айтпай ақ қояйын, мысалға Инстаграмды дұрыс жүргізу деген білім бар да. Мен оған дейін ол нәрседен бейхабар болдым. Болмаса сату деген дүние бар да, маркетинг, кодтарды үйрететін. Бүкіл әлем білімнен тұрады. Сондықтан менің өзімнің өмірімді өзгерткен толыққанды білім болғандықтан мен мысалы Инстаграмды үйренемін. Ағылшын тілін үйренбесем, қалай мен оны меңгеремін? Сол сияқты мен өмірде до конца своих жизней білім алып өтетін боламын. И мен Баян Мақсатқызының ол пікіріне қосылмаймын. Изначально Баян Мақсатқызының өзінің табиғатында духы жоғары, изначально жақсы ақылы, мышлениясы, рұқсат етуі, ішкі программалары, пазлдарында сол дүниелер бар болған изначально. Сол пазлдары көмектесті. Ол екінің бірінде бар емес. Сондықтан әйел өзіне үңілетті, недостающий пазлды қояды. Яғни оған өзіне деген махаббат, құрмет жетіспей жатыр ма, соны қояды. Өзіне қимай жатыр ма, соны қояды, меңгереді. Яғни өзінің жаңағы миының әлі ашылмай жатыр ма шекшізге, соны аша бастайды. Мен ойлаймын, әлемді өзгертетін тек қана білім ғана деп. Жаңа істі бастаудан қорқамын дейтін жанға не айтар едіңіз? Өлімнің бар екенін, өмірдің өтіп кететінін ұққан кезде сен орнынан тұрасың да бастайсың. Сен жаның сол өстіп отырған кезде 5 жыл өтеді, бір күні қай күні өліп қалатынын ешкім білмейді. Сондықтан өмірдің мәңгі емес екенін ұққан кезде орнынан тұрасың да, көтеріңді көтересің да, и ол өмірді сәнді, мәнді, жандығы өткізуге тырысасың. Демек, сіз үшін мотивация өлім? Өлім. Мен үшін де. Өлім. Қатты маған көмектеседі. Ол нәрсе ұқсас екеніне таңғалып тұрмын. Біз қоғамда әртүрлі статусқа иеміз. Сіз қай статуста бірінші рөлге қоясыз? Мәселен, психолог, ментор, ана, білмеймін, жар. Қайсысы мен үшін, қай рөлім басымырақ па? Бірінші орынға қоясыз. Проводник шығар. Бәрібір мен ісімді шексіз сүйем. Бастаушы, бағыттаушы. Сол менің осы өзімнің білім алып, осы елдерге білім беру жолым бірінші орында тұратын сияқты, менің өмірім соның айналасында өрбейтін сияқты. Өтірік айтпай қояйын. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттасаңыз? Исследователь, яғни зерттеуші. Одан кейін махаббат. Менде өте көп махаббат. Сондықтан адамдармен кездескен кезде бүкіл жүрегіммен махаббатты төге алатын адаммын деп есептеймін. И және қандай айко, қандай адаммын? Сестренкам отыр. Өзімді 3 сөзбен ба? Ізденімпаздық жаңағы, көшбасшы сияқтысыз. Білімге құштарлық. Үйіріп аласыз. Содан кейін махаббат. Қай частымды айтарымды білмей жатырмын да, менде өте көп жаңағы қайсысы бірінші ойға келіп тұр? Всегда келетіні менің ізденімпаздығым ғой. Исследователь. Маған бәрі интересно. Маған белгісіздіктің бәрі қызық. Сондықтан мен қазір бір жаңа нәрселерді меңгергім келіп, өмірі ізденіп жүремін. Жаңа сезімдер, жаңа эмоциялар, жаңа кезеңдер, бұрын меңгермеген нәрселерді меңгеріп, сол менің бойымдағы алға жетелеуші дүние деп ойлаймын. Екіншісі махаббат, яғни менде кез келген ісімде махаббат көп. Үшіншісі құштарлық. Өмірге өте құштар адаммын, өмірді шексіз сүйемін, осы үшеуі деп есептеймін. Жаңа айтып жатырсыз ғой, барлығын іздеп көргенді жақсы көремін деп. Тез жалықпайсыз ба? Жалғатын дүнием болса тастаймын да, и жаңа дүниелерге өтемін. Барлығынан тез жалығамын деп айта алмаймын. Көре берген сайын қызық емес болып кетпей ма дәмі сізге? Ой, жаным, сол біз көрмеген дүниелер өте көп. Біздің былай айтады, сен бәрін көріп тастағансың деп. Әлі әлемнің ғажайыбын бір ғұмырда біз бітіре алмаймыз. Анау күні Дудь бар ғой, сол интервьюін тыңдап отырсам, ол айтады да, мен бір досым бар дейді, бәрін көріп тастаған. Мысалға, мынандай нәрсе деп айтсаң, мен көріп қойғам, мынандай нәрсе деп айтсаң, мен көріп тастағам деп айтады дейді. Сол кезде мен қатты қуанамын өзімді көрмегеніме деді да, Дудь. Яғни, өмірімнің соңына шейін осы сезімді сақтап қалғым келеді дейді. Мен де қуанамын өзімді түк көрмегеніме. Түк көрмеген ауылдан шыққаныма қуанамын, өйткені маған таңсық дүние өте көп. Олардың бәрін көріп шыққым келеді. Өмірде өз орнын таппай жүрмін деген жанға не айтар едіңіз? Тізе шығып кеткен сұрақ, бірақ сіздің жауабыңыз қызықты.
сіздің орныңыз ешқайда емес. Ол ойлап тұр бір жерде менің орным деп. Сіздің орныңыз қазір тұр. Просто өзіңіздің жүрегіңізге үңілген кезде сіз өзіңіздің барлық өмірдің сәті сіздің орныңыз екенін ұғасыз. Ол бір жерде деп ойлап тұр орын. Ана жаққа жеткен кезде мен орын табам деп. Орын тек қана қазіргі сәтте ғана. Сіз өзіңіздің жүрегіңізбен қауышқан кезде бүкіл Дубайда болсын, Шығанақ деген менің ауылымда болсын, барлығы ғажап мекен екенін ұғасыз. Кез келген өміріңіздің сәті, қазіргі сәті ол сіздің орныңыз екенін ұғасыз. Азаматтық сұрақтарға көшсек, Қазақстанда маңызы бар оқиғалар, Шерзат оқиғасы, Қаңтар оқиғасы, сондай кезеңдерде өзіңіз сияқты танымал тұлғалардың пікір білдіру шарт па? Неге қорқады? Сіздің позицияңыз қандай? Негізі менің қызым Америкада оқиды ғой. Мен көп андай духовный ізденісте жүріп жатқан моменттерімде жүрегім ауыратын сәттерге аса қатты пікір білдірмедім. Біріншіден, шын түрде айтайын, ол кезде менің қорқақтығым алғашқыда кері әсерін тигізді. Мен қорықтым. Оны шынайы түрде айтайын. Ол кезде менің қазіргідей духым шыққан жоқ. Одан кейін мен духовностьта жүріп кеттім. Одан кейін мен өзгелерге пікір білдіру, азаматтық болып жатқан мәселелерге ол қаншалықты дұрыс, ол болып жатқан өмірдің жаңағы моменттер емес па деген бір адасқан пікірлер болды. Сол кезде менің қызым Америкадағы маған айтатын шыға есімі: мама, сен қоғамдағы қаншама әйелдің алдында тұрған жарық шырақ емессің ба? Саған қарап қаншама, егер біз үндемейтін болсақ, қоғам ешқашанда өзгермейді. Сен неге пікіріңді білдірмейсің? Осы Шерзатқа байланысты, болмаса басқа да дүниелерге байланысты қыз маған жиі шалды. Мам, сен неге пікір білдірмейсің? Сенің пікірің қаншама адамдардың оянуына, ол да қаншама адамдардың өмірге басқаша көзқараста қарауына ықпал етеді ғой деп. И жақында ғана мен осы тақырыпты ойландым. Өйткені мен өзімнің парақшамды тек қана жаңағы өзімнің оқырмандарыма сабақ беру бағытында ғана ашылған болғандықтан сол бағытта ұстап тұрдым. Сол концепцияны ұстап тұру керек те болды. Бірақ қазір менің жүрегімде уже сондай пікір білдіру деген дүние атқақтап тұр. Қазір пікір білдіргім келеді де. Ойладым, мен соған жақында ғана осы әңгімені, менің өзім Астанада Гүлбану Аниятқызы деген подругам бар, сол кісімен кездескен кезде айтқан болатынмын, осы пікірлерді білдіру үшін мен парақша ашам ба деп басқаша. Өйткені сол пікірлерімді сол жақта айтып отыратын деп. Өйткені әрбір адам үн қату керек. Сол кезде ғана дұрыс қоғамда қалыптасу бола бастайды деп ойлаймын. И мен басымды иіп кешірім сұраймын өмірімнің кезеңдерінде пікір қалдыра білдіре алмаған моменттерім үшін. Өте керемет жауап. Бізге енді келген қонақтардың көбісі айтатын, енді ол менің салам емес қой, маңызды емес қой. Негізі ол позиция Қазақстанның азаматы еместігін білдіретін сияқты. Даже біздің сол кезде мен қызым даже президент сайлауына, мен өте сондай немқұрайлы болып кеткен екенімді кейін түсіндім. Президент сайлауына бармаған кезде маған айтты: сен бармасаң, сонда біз қалай дұрыс президент сайлаймыз деп. И кез келген адам өмірде ана баяғыда Ермек Тұрсыновтан интервью алған кезде нигилизм деген ұғымды айтқан болатын. Нигилизм деген кез келген өмірде болып жатқан дүниеге немқұрайлы қарау. Бұл маған қатысы жоқ, өзім аман болсам болды деген. И осы нигилизмнен арылатын уақыт келді. И сен біреуді ұрып атса, ол маған қатысы жоқ, мен ұрып атқан жоқ. Біреу әйелін ұрып атса, қатысы жоқ. Любой қазақ, любой адамзат сенің бауырың. Өзіңе ұнамайтын жерге сен шаман келсе, әрине енді басыңа қауіп төнбесе, адамзатқа көмектесуге, үн қатуға, сөйлеуге, осы моментке енді келдім өзімде. Сондықтан наоборот, мен қазіргі жастарға басымды ием. Олар біз сияқты қорқақ, жалтақ, бейшара емес. Мен өзімді құрап алу үшін жылдар кетіп қалды да. Қазір духымда тұрмын. Жастар, они молодцы. Олар қорықпайды, олар өз пікірлерін ашық айта алады. Менің қызымның поколениясы вообще соңғы өсіп келе жатқан қазақтарға қараймын да, мен қазір айтып отырып өзімде мурашки, қаншалықты андай жаутаңдайтын, жалтақтайтын емес, еркін, ғажап ұрпақ өсіп келе жатыр да. 2015-тен былай қарай тіпті еркін сияқты. Ғажап ұрпақ өсіп келе жатыр. Біз енді кішкене 90-ның енді қазақтың кім екенін әлем танитын болады. Өйткені олардың ішінде истинный жауһар өнер, истинный жаңағы суретшілер, истинный жаңағы миымен жұмыс істейтін мамандар, керемет ұрпақ келе жатыр. И мен оған қалтқысыз сенемін. Ол ненің заслугасы деп ойлайсыз? Ұрпақтың тазаруы. Біздің ең жаңағы бас көтереріміздің бәрін қаншама жылдар бұрын
қырып тастады ғой. Содан кейін өзі уақыт өте келе ұрпақ жаңарады ғой. Енді жаңару кезеңіне келдік. Ал біз бір аяғымыз кеңес үкіметінде, бір аяғымыз жаңағы тәуелсіздікте жалтақ болып қалдық та. Кішкене көп ұрылған, көп қорыққан ұрпақпыз. Пока біз ішкі әлемімізді дұрыстағанша кішкене біраз уақыт өткізіп алдық. Сондықтан осы соңғы поколениенің алдында мен прям басымды. Қазақ тілінің болашағына қатысты қандай ойдасыз? Балаларыңыз қазақша сөйлейді ме? Қызық айтайын, айттым ғой жаңағы өмірімде сондай бір өзім бүйтіп сарсаңдап жүрген кезеңдерде мен жібере алған тұсым балаларымның қазақ тілі болды. Менің Америкада қызым бар, 19-да жасы шыға. Ол қазақ тілінде тура мен сияқты сөйлейді. Менен артық сөйлемесе. Одан кейінгі екі баламмен мен Қазақстанда аз болдым. Ділдә және Ерназар. Ділдәнің жасы 15-те. Ол қазақша сөйлейді, бірақ мен сияқты шұрайлы сөйлей алмайды. Ерназар кішкене сөйлей алмайды. Содан мен түсіндім, адамның жалпы өзінің діңгегімен, тамырымен үзіп жіберсең, ол нәрсені қазір үзсем, кейін жалғау қиын екенін білдім да. Сол бағытта Қазақстанға келдім. Сөйтіп екі баламды заставлять етіп, қазақ тілін оқытып, аптасына 2 рет сабақ алғызып, екеуінің тілін сындырдым. Менің бітірген шаруам сол болды. Керемет. Екеуі де қазір қазақша сөйлейді. Яғни бір моменттерде қазақ айтады ғой, жаман қазақ орыс бола алмайды деп, бір моменттерде менің бәлкім өзімнің ішкі комплекстерім болған шығар. Баланың тілі орысша шықса, соған сәйкес орысша сөйлеп үйреніп кеткен. Сол дүниені, ішім ашитын дүниелер жетеді, жаным. Жанерке қазір көріп отыр қоның бәрін. Оянғаннан кейін соның бірі балаларымның, мысалға ағылшынша сайрап тұр менің балаларым. Француз тілінде сайрап тұр, орыс тілінде сайрап тұр. Неге қазақ тілінде сайратпағам деген түсінік. Өте қолымды уақытынан кештермедім деп. Абай айтпақшы, мен де кештермеген моментім болды, бірақ олар әлі кішкентай болғандықтан тез меңгеріп алды. Қазір сөйлейді ең бастысы. Қ дегенді айту үшін үйде. Қ деп. Үйге аптасына 2 рет әлі мұғалім келеді. Әлі үйретіп жатыр. Жақсы. Референдум, президент сайлауында дауыс беріп көрдіңіз бе? Ешқашанда. Ешқашанда айтып тұрмын ғой, ешқашанда дауыс бермегем. Өзімнің әлемімде мекендегем. Ұзақ жылдар, иә, жалпы бар ғой, өмірде былай ойлағам. Менің түсінігім соның аясында болды. Былай ойладым. Әлемді өзгерту үшін біреу қарсылықпен ұнамайтын нәрселерді айтып өзгертеді. Мен қызыма сол жауапты айтқан болатынмын Шұғаға. Мен әлемді өзгерту үшін ізгілікті насихаттай беремін. Менің атқаратын жұмысым сол дедім. Адамдардың жүрегін ашу, оятуға, мен барлық адамдар жүріп өткен жолмен жүруге тиісті емеспін деп айтқан болатынмын, бірақ қазір ол ойымнан да бас тартып отырмын деп айттым. Сондықтан ешқандай дүниелерге, даже Қазақстанда кім министр десең, қазір мен жауап бере алмауым мүмкін. Митингке көзқарасыңыз қандай? Қолдайсыз ба? Егер ол митинг бейбіт түрде болатын болса, қолдаймын. Ешқандай жаңағы адамдарға залал тимейтін, ашық түрде шығатын митинг болса, оны қолдаймын. Менің қызым жылда митингке шығып жүрді, ана әйелдердің 8 мартта бір митинг болып тұрды ғой. Феминизмге, сол митингке кететін әйтеуір. Күшті. Көп рахмет Мақпал ханым сізге. Осы орайда енді біздің өзіміздің кішігірім сыйлықтарымыз бар. Біздің сыйлықтарымыз, бетіңізге күтім жасайсыз ба айтпақшы? Бетіме күтім жасайын. Бүгін ғана мен Жанеркеге келіп айтқан болатынмын. Бетім өзіме ұнап отқан жоқ бүгін, өйткені қанша күн қатарынан бетіме жаңағы косметика жаққандықтан, қанша күн бір жолда болдым, Астанадан келдім, одан Шымкентке бардым, бетім тотығып, косметика жатпай тұр дедім. Сондықтан негізі күтім жасаймын. Жақсы. Енді 25 жастан кейін коллаген өте қатты азаяды дейді адамның жаңа ағзасында, шашыңыздың жақсы өсіп, буын аурулары азайып, теріңіздің жақсарған қаласаңыз, осындай құрамы таза, доңыз майы жоқ, Кореяда өндірілетін отандық өнім, Тую коллагендерін сізге ұсынамыз. Бұл Korean Buyers компаниясының атынан сізге сыйлық, және де осындай Тую деп аталатын тоналкалардың астынан жаңағыдай база ретінде жақсаңыз да, және күннің ультракүлгінді сәулесінен қорғайтын осындай SPF сізге сыйлық. Рахмет. Және одан бөлек біздің көрермендеріміздің арасынан, тыңдармандарымыздың арасынан дейікші, осы бір жүрегі бар жобаға атсалысайықшы деп, санат зергерлік шеберханасы арнайы сіз үшін осындай бір сыйлық дайындағаны бар. Қазір көрсетіп қойық. Біз өзі спонсорларды құдай жібереді. Жан жақтан, мәз саған ниет екен ғой деп, осындай тамаша. Қандай ғажап. Мұнан артында айтарым бар деп жазылып тұр.
тіпті байқасаңыз қандай әдемі. бізден бір кәдесый Иә. болсын деп. Көрсетейік неге камераға. Көрсетіп отырса ғой. Және санат зергерлік шеберханасына көп алғыс білдіреміз. Алматы қаласында кез келген адамға өзінің мінезіне сай, өзіне ұнайтын сыйлықты тапсырыс берсеңіздер болады. Енді осы жерде сенің оқырмандарыңа менде бір сый, тағы бір сый қалдырғым келеді. Менде 9 медитациядан жасалынған топтама бар. 9 медитация әртүрлі тақырыпта. Денсаулық, өзіңе деген махаббат, қарым-қатынас, байлық, бүкіл тақырыпта. Сол медитациялар топтамасын бір адамға, 3 адамға сыйлағым келеді. Осы жерде сіздер активность танытып, осы интервьюдің астында мені мақтаңыздар дегесін. Қоймай мақтаңыздар. Қандай инсайт алдыңыздар дейді. Осы мақтаған адамға берем деп қайтпай қоймай. Қалжың айтам. Осы жерде сіз жаңағы активность танытып пікір қалдырсаңыз, жақсы пікір қалдырған 3 адамға беремін. Бір айдың ішінде көлемінде анықтайтын боламыз. Одан кейін жаңағы сіз осы жаңағы интервьюдің бір бөлігін парақшаңызда бөлісіп активный таныссаңыз. Және оған бір не қояйықшы. Мына бір экрандағы хэштег деп жазып кетейік. Төмендегі айтарым бар, жаңағыдай Мақпал ханым деп па біз хэштег қоямыз. Сол хэштегті қою арқылы біз анықтаймыз, және оның қаралымы 100 мыңнан асса. Егер қаралымы 100 мыңнан асса, сол адамға тоже медитация топтамасын сыйға беретін боламын. Керемет. Иә, саған да рахмет. Көп рахмет Мақпал ханым. Сіз маған саттыңыз, мен сіздің болт алам деп жатырмын жаңа. Мен нәтижелерді айтайын деп қайттан кетпей қойғанмын. Айтыңызшы. Нәтижелер өте көп қой, медитациядан кейінгі адамдардың өмірінде өзгеретін. Мәссаған ішесіңдер, маған гүл берейін деп. Иә, біздің сыйлығымыз әлі біткен жоқ. Шуақ Flowers компаниясының атынан құшағыңыз әрдайым гүлге толсын деп. Бұл кісілер де көрермендер, осы жобаға атсалысайық деп. Мінекей, Мақпал ханым, сізге көп рахмет. Мысалға, менің Астанада бір оқырманым болған, Эльмира есімді. Сөйтіп 15 миллион теңгеге бір жерде не ойнатады, лотерея ойнатады. Сосын ол айтады, медитацияға кіріп, соны көз алдыма елестетейін деп бір апта істейді. Ана 15 миллионды ұтып атқанын елестетеді. Ровно, жаңағы не болған күні, ұтыс болған күні барса, өзінің Эльмира фамилиясы есімде жоқ, Астана қаласында тұратын тұрғын. Сол 15 миллионды ұтып алады ғой. Через медитация өміріне тартып алады. Тарту. Иә, менің тағы бір оқырманым Шымкент қаласынан Құралай есімді оқырманым, оған онкология деген не қояды, жаңағы диагноз қояды. Сөйтеді да, келеді да, медитация жасайды, сөйтіп маған неге келеді, ретритқа келеді. Ретритта біз медитация жасатамыз 3 күн бойы. Сол медитацияға келіп жасайды, бірінші күн жасайды, екінші күні айқайлап орнынан атып тұрады. Яғни оған дәрігер, сіз онкология емес екенсіз, яғни тағы бір мәрте не тапсырған ғой, анализ, сізде онкология жоқ деген не келеді, хабар келеді. Иә. Одан бөлек ондай чудалар өте көп та. Мысалға, мен Шымкент қаласында ретрит өткізген кезде Фариза есімді қыз келді. Ол келіншектің ажырасқан екен, 2 баласы бар екен, Алматы қаласының тұрғыны. Дәрігерлер тоже онкологияда тапқан, 2 аптадан кейін операциясын белгілеген, бірақ сол операциясының алдында биопсияға тағы бір мәрте несін жіберген, анализін жіберген. Сөйтіп ол келеді да, сол жерде онымен жұмыс істеген кезде через медитация жұмыс істедік. Яғни ол біріншіден ол жерде еще выгодасын тауып алды, өзінің өлгісі келетінін түсінді, что іштей сол шешімге келген. Сол выгодасын алмастырдық через медитация. Содан кейін Алматыға келгеннен кейін, 1 аптадан кейін, мен ол кезде Есентайда тұратынмын, үй жаққа іздеп келіп тұрмын, Мақпал апай деп жылап, яғни биопсияда полностью құлан таза деп ауысқан. Медитация просто адамды бір измерениеден екінші измерениеге секірткізеді. Адамдарда тек қана қазіргі шақ қана бар. И адамның қалаған өмірі болашақта тұрған жоқ. Ол қазір тұр. Егер сенің вибрацияң көтерілсе, сенің состояниеңе сәйкес, сен сол вибрациямен жылып аласың. Өйткені адамның сезімдері магниттік күшке ие. Егер сенің сезімдерің вау деген возвышенный состояниеге келсе, сен поледен жылып аласың. Сен поледе отырып, сенің сознаниең
өзің емес, сознаниең бір өмірден екінші өмірге секіреді. Тело секіре алмайды, біз сознание арқылы секіреміз. Сол кезде сен бір измерениеден екінші измерениеге, измерениелер өте көп, мен оған сенемін, секіріп кетесің. Анау сенің ауыратын измерениеңнен енді дені сау измерениеге секіріп кеттің. Либо сондықтан әрбір адамға қазір ауырып жатсаңыз да, жаным сол медитация жасаңыз деп айтқым келеді. Қазір сіз өмірден тығырыққа тіреліп тұрсаңыз да, медитация жасаңыз деп айтқым келеді. 10 жыл бала сүйе алмаған адамдар балаларын сүйді осы медитацияның құдіретімен. Ақша таба алмаған адам 3 күн медитация жасаған кезде өзінен өзі ағылып мүмкіндіктер келе бастады. Қаншама адамдар қарызын жапты. Просто адамдардың мен айтқым келетін дүние бір жаман нәрсесі жасақсы келмейді да. Сыртқы шумға кетіп қала береді. Қазір анау маңызды. Өйткені анау қазір ана шаруаны тындырып алайық. Сондағысы 15 минут, медитация. Сондағысы 15 минут. Яғни өзінің өміріңізде не маңызды екеніне дәл қазір ойланыңызшы. Сіздің өміріңізде бай болуыңыз, бақытты болуыңыз, яғни сол маңыздырақ қой. Сондықтан мен өмірде приоритеттерімді четко қойып тастағам. Мысалы тойға бармаймын, өте барсам да аз отырамын. Либо адамдармен ұзақ сағаттап сөйлесе алмаймын. Өйткені менің үшін маңызды медитациям, жұмысым, балаларым, саяхатым, өзіме жақын деген адамдар бар. Бүкіл адамның көңілінен шықпайтынды баяғыда түсініп алғам. Яғни сол адамдармен араласам, өзімнің анам жақын болған, биыл өмірден өтті. Сондықтан мен үшін маңыздылар бірінші орында тұрады. Сол үшін дәл қазір өміріңізді өзгерту маңызды ғой. Отырыңыз да жамбота медитация жасаңызшы. Просто бір аптаның ішінде сіздің состояниеңіз өзгереді, вибрацияңыз ауысады. Көресіз. Просто как әдет сияқты енгізіп алыңыздаршы деп айтқым келеді. Әрқайсысына. И обязательно сіздің өміріңізде өзгеріс келе бастайды. Және сол өзгеріс келсе, ерінбей бір аптадан кейін мына комментарийдің астына өзіңіз жаза кетіңіз, Обязательно. Пікірлеріңізді, инсайттарыңызды деген сияқты. Рахмет. Көп рахмет Мақпал ханым. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылым ұнаса, лүпіл басыңыздар, комментарий жазыңыздар, Мақпал ханымның парақшасына жазыла кетіңіздер, саналы түрде өмір сүруге үйретеді, бақытты болуға, қазіргі шаққа, ол барлығымыздың қазіргі біздің дертіміз. Сондықтан Мақпал ханым сізге тағы да көп рахмет білдіргім келеді. Және келесі жолы қандай шығарылымда, қандай тұлғаларды көргіңіз келеді, жаза отырыңыздар. Ендеше жақсы шығарылымдарда кездескенше аман сау болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.